қасымда біреу болсыншы деген ғой. Уже ананың түрі өзінің түрі емес. Кетейікші десе жиналшы деп бүйтіп төмен қарап сүмірейді де қалды. Такой қаралау келген кішкентай қыз көйлек киген, жалаң аяқ. Саған бүйтіп қарап тұрды деді ғой. Тура киім жинап отқан үстінен келеді. Даң деп секіреді ғой. Сөйтсе ол кісі сонда бүйтіп қарасам дейді, кішкентай баламен оятып тұр. Түрі аппақ дейді. Аятыл күрсиді қосып бүйтіп тақаған ғой. Сол кезде деген ғой. Мына баланы қорқытқан кезде қаяқта болдыңдар деген ғой. Соның ішінде, туалеттің ішінде теріс қарап тұрған ғой, былай жылап. Отырым бір кезде туалет жаға біреу келеді. Сөйтем да есікке бүйтіп жұдырығымды тақап тұрмын. Дың дегізіп ұрам ғой есікті. Дың деп шығады. Тура есіктің алдында тұр. Шаш жалбыраған, аузы деп ашылғаннан. Тас аламын да, короче, тасты әдейі өзім алдыма лақтырамын ғой, короче. Сөйтсем артынан тас ұшып келе жатыр ғой, ойлашы. Дың деп тас еді ғой. Ебай деген кітте балам ана жерде. Деп күліп бір қыздың дауысы шығады дейді, короче. Ар жағында қыз біреу күліп тұр. Қойш. Ұйықтағаннан кейін біреу есікті тоқылдатады, короче. Есікті ашсам, ешкі тұр. Ойлашы, жарты сағаттай тыныштық қой. Туалеттің үстіне дың деген. Короче, туалеттің үстіне біреу секірген түскен. 4 аяқ бір қыз тұр. Кіттай қыз есектің басынан құшақтап тұр бүйтіп. Анау машина бұрғаты, машина бұрылмайды, бірақ ойлашы. 18-ге келген кезде мешітте біреу жүгіріп жүр ғой, короче. Біз қарамауымыз керекпіз. Негізі оққан кезде оған қарамау керек. Тек оқу беру керек. Бүкіл туалеттің бақырашықтарынан дауыстар бүйтіп шығады. Жынның аяғын көріп талып қалған ғой, жаңа апайған сақана ше. Тізесі бізде алда шығып тұрады ғой, оңға артқа шығып тұрды. Бірінші рет бар ғой, мен реально құдай ақы ең бірінші подкастым осылай әңгімеден қорқып отқан шығар. If the monkey moves away from She's dead. She's dead. What apart? Her face? Everything. You ripped her apart? I think I'm gonna break. I think I'm gonna pass out. No, just breathe, okay? Let's take it. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Сіздермен бүгін әлбетте Еркін Сөйле подкаст каналы. Есім Аслан Болат, және бүгін бізде қонақта. Өзің таныстырып өтсең. Ассалаумағалейкум, менің есімім Дархан. Қызылорданың қарапайым жігіті. Осы Алматыда белгілі бір өнер жұлдыздар дейін да, енді жұлдыздардың араның бір көмекшісі болып жұмыс істеймін сияқты. Өзім сөзге ондай шорқақпын да. Тілім айналып, болмаса бүйтіп, сәл қобалжу бар енді. Сөйтіп кетіп жатса, кешірім сұраймын. Алдын ала компьютерға жазып жүреді. Енді құрметті көрермендер, сіздер әлбетте білесіздер, біз көпке созғанды ұнатпаймыз. Бізде жаңағындай ұзақ уақыт сөйлесіп отыру, танысып отыру, ауыл жайлы, семья жайлы бір сөйлесіп отпаймыз. Біз дайындаған оқиғамызды сразу бастап айтамыз, және де біздің подкасттың өзінің правиласы бар. Ол ең бірінші очередь келген қонаққа құрмет, және келген қонақтың оқиғасын бірінші болып тыңдау, және содан кейін барып өзіміздің оқиғамызды айту. Енді бүгін бізде бір мощный пашка оқиғалар бар, қорқынышта. Сондықтан бізбен бірге болыңыздар, подписка жасап қойыңыздар алдын ала. Және де бұл подкастта керемет қып өткізу үшін және керемет қып көру үшін әлбетте чай тамақтарыңызды дайындап, светті өшіріп, бір светильник бар жағып қойып, ноутбукпен, телевизормен болсын, телефонмен болсын көрсеңіздер болады тамақтанып отырып. Ал біз бастаймыз. Наушникпен көріңіздер, наушникпен көріңіздер, иә. Енді біз әлбетте қонағымыздан бастаймыз. Тыңдайық. Ал, бисмилля. Бірінші история менің туған ағамның, үлкен ағамның болған оқиғасы ғой. Біздің ауылда, бірінші атмосфераны түсіндіріп кетейінші. Ауылда заброшенный үй бар, короче. Ол заброшенный бұрында салған заброшенный. И ол ояқтан адамдар көшіп кеткенде, и ол біраз тұрып қалған ғой. Біраз тұрып қалғаннан кейін не болады? Жындар сояқта уже тұрады да ол үйде. Паналап алады. И одан кейін ол үйде сата алмаған, проблема болып кеткен, короче, сол қаңырап қалған ғой. Қызылордада, ауылда. И ол осы уақытқа дейін өзімен өзі үй құлаған ғой енді. Ол заманда енді кесектен жасайды ғой, ненше? Кірпіштерді. Жаңбыр жауып уже. И құлағанда бір-ақ стенасы қалған ғой, короче, о жердің.
сол үйден бір ақ стена ғана иә тұр. бір ақ стена ғана тұр, қалған үйлер ішіне құлаған, короче. И ол құлап уже андай төмпешік болып кеткен ғой. И бір ақ стенасы ғана қалып тұр да, короче. И сол жер бар да, сол жерлерде, короче, соның қасына барып 5 минут отырсаң, и сәл айналсаң бүйтіп қабырғадан айналсаң, артыңнан біреу ереді дейді, короче. Артыңнан жүреді дейді біреу, короче. Соны сезесің дейді да. Мен сол историяға тойып алғанмын ғой. И менің жасым примерно бір 11 жасымда ғой менің. Ауылда білесің ғой, флягпен су тасып, су алып келу дейтін. Екінті мен ақшамның 2 ортасы ғой, короче. Флягпен суға кетем, сөйтіп суға су толтырып флягпен именно бүкіл ауылда адамдар аз ғой негізі ауылда. Бір 40-та сонда үй ғой. Именно сол қабырғадан айналып өтеді, көбісі ше. И сосын менде қызық болды да, қатты қызық болып кетті. Сөйтіп флягтан су тасып келетін, флягымды қойдым да, мен барып көрейінші дедім ше. Жүремін ашын, мен тексерейінші деп ше. Сөйтіп барып қабырғада сүйкеніп бүйтіп оттым. Сәл ше 5 минуттай оттым да. Сөйтіп бүйтіп жүрдім ше, жай айналып бүйтіп жүрдім. Бір кезде артынан біреу еріп келе жатыр. Короче, өзім тексеремін да енді. И жүрем, тық, ол да тық деген дауыс шығады. Тоқтап қалсам тоқтайды. Байт деймін ғой, артқа қарауға қорқам бірақ. Бүйтіп жүрем, қайттан тоқтайды. Байт, не болатыр деймін да. Бүйтіп, енді әлі сенбей жатырмын ғой, бірақ сезіп тұрмын, бірақ сенбей жатырмын. Жерден тас аламын да, короче. Тасты әдейі өзім алдыма лақтырамын ғой, короче. Екінші тас ұшырама деп ше, тексерейінші деп ше. Сөйтіп тас лақтырамын да, тік түседі тас. Сәл ой, бля, өтірік қой деп жатқанмын ғой. Боқтап қойсам кешір. Ой деп жатқанмын ғой енді. Сөйтсем артынан тас ұшып келе жатыр ғой, ойлашы. Екінші тас. Дүм деп тас түседі ғой. Ебай деген кітте балам ғой ана жерде. Артыма қарамай қашам ғой, короче, сразу флягымды алып үй жаққа сол историяны айтам ғой, короче. Үйге барып. Үйге барып айтам. Оған қасына жолама дейді да, короче. Вообще жолама дейді. Ол жақта бір әйел кісіні қақ күткен ғой, короче. Кішкентай кезінде ше. Ақшамның уақытысында, короче, ол ойнап жүрген ғой сол жерлерде ше. И жын қақ кеткен ананың, короче, аузы мұрны бүйтіп майысып кеткен ғой, короче. Сол апа әлі бар да, короче ше. Әлі тірі ма? Тірі. Мен біраз болып бармағанмын, тірі шығар қазір. Соңғы рет 2 жыл ма 3 жыл бұрын ғой барсам. Сөзі тірі тұғын, кәдімгідей аузын қисайтып тастаған. Аузын сәл қисайтып тастаған, бірақ сәл емделіп оқып сәл түзелеген ауыз, бірақ қисық сонда да қисық біліп тұрады. Біліп тұрады. Ол кісі андай не болып қалған жоқ па, мақау болып қалған жоқ? Мақау ондай болған жоқ, тек қана бет ауыз қисайып қалған, короче. Соң енді ойлашы, кіттай қыз соғықта әке-шешенің эмоциясын айтамын да, көріп қалған, не болып қалды деп ше. Сондай история сөйтіп айтты да, короче, и сосын болды, жол ешкім жоламай кетті. Сөйтіп мен братанның историясын айтып беремін. Братанның историясы сол ауылда тұрып жатыр. Біздің үй, қалай айтсам болады, есік қой, короче, есік не қарады и туалет жанында. Соң ғой, мына жер үй болса туалет жанында ше, короче. Есіктен шыққаннан кейін свет жанады да, короче, и туалетте свет жанбайды. Туалетте свет жоқ, короче. И сөйтіп түнде сағат 12-лерде братан туалетке шығады. Ол кезде братан жасы 15-16-ларда жасы братанның ше. Бала кезі ғой, братан. И шығады, туалетке шыққаннан кейін туалеттен сындырып келгеннен кейін қайтып бартқан кезде артынан кіттей балдардың дауыстары естіледі. Кіттей бала емес, сонымен қатар балдардың дауыстары естіледі, короче. И ол класстастары. Дос балдары ғой, короче, ауылда жүргенше бірге ойнап жүрген балдар. И Бауыржан деп шақырады онан. Ана бүйтіп артына қарайды. Артына қараса, жолдас баласы шақырып тұр, короче, бергесі деп ше. И ар жақта жаңағы бір қабырға сцена дедім ғой, сол жерде балдар жүгіріп ойнап жүр ғой, короче. Түнде 12-де. Ана жерден жолдас баласы шақырып тұр. Жолдас баласы. Братан қарағанда, не істеп жүрді түннің ортасында деген ғой енді. Ол кезде білмеймін, братанымда страх болмады ба, сөйлесіп тұр да әйтеуір. И сөйтіп сөйлеседі де шақырады, жүрсе 12-де деп ше. Құмаш түнгі 12 ғой деп айтып жатыр ғой енді. Жүрсе ана балдар күтіп тұрса ойнап қайтамыз ғой, бірдері, екілерде деп ше. Ана ойнап жүрген балдарда қатар жас. Қатарлары, кіттай емес, қатты кіттай емес. Ауылда уже үйлері сирек қойғандай, алыс-алыста ғой.
и туалет мына жерде тұрса, туалет тұр да, и сол мына жерлерде шақырып тұр ғой ол. И өткен мына жерде бір тал тұрды да, ары қарай уже стена көрініп тұрды да, жаңағы құлап қалған үй ше. И сол жерлерде қуалап ойнап жүр, короче, пятнашка деген ойын бар ғой, соны ойнап жүр, короче. И братан жүрсе 12-те деп шақырады. Болды дейді да, братан баратады. Ойлашы. И бүйтіп баратады. Туалетіне өткеннен кейін братан айтады өзі, мен өтіп қатты ұзақ жүрген жоқпын дейді. Ойлашы. Дато туалетіне демарада жетіп, үй туалеттен кетіп қалған забор жоқтың ол кезде ауылда. И неге қарай, стенаға қарай береміз жаңағы, сөйқа қарай кетіп баратын дейді бір кезде. И сразу артынан пақан шығып қалады ғой. Бауыржан деп айқайлайды. Сон құлағына естіледі да, артына қарайды. Ау дейді, артына қараса, короче, үй примерно бір 500 метр деймін, 600 метр біраз кетіп қалған ғой, короче. Үйден ше. Сояқтан Бауыржан деген дауыс естіліп жатыр ғой, короче. И қарайды, артына пақан шақырып тұр. И үйден алыстап кеткен. И қайтадан бүйтіп қараса, аналар жоқ. Ол датау алыстап кеткен соншалықты, мына жерде сценадан ғой бізге жақын тұғын ше ол ше. Примерно бір 100 метрдей. 100 метр емес, бір 200 метрдей орналасқан. Ол одан асып кеткен ғой, короче. Одан өтіп кеткен, короче. Жетек дейтін нәрсе ше. Иә. Сол осы ғой, короче. Жетелеп кеткен ғой ана. Үйде тұр ойлашы. Содан кейін вообще неден шықпайды ғой, короче, үйден. Мамам мындай стресс сондай болған, короче. Ондай емес енді дәл. Маманың кітті кезі ғой тоже. Ол үйде ол кезде андай шам. Светильник. Свет жоқ қой кезде, короче. Шамды жақып қойып. Шамды жақып қойып, терезенің алдында сабақ оқиды ғой, короче, мамам ше. Сабақ оқиды? Иә. Кішкентай кезі ғой. Кішкентай кезі ғой, мектеп оқитын кезі ғой маманың. Примерно, білмеймін, 6-7 оқитын кезі шығар, маманың айтып беруінше. И свет жоқ, сөйтіп шамды алып сабақ оқы деген ғой енді мамасы. Сөйтіп шамды алып терезенің алдына қояды, терезенің алдында бүйтіп жазып отырады да, терезені отражениемен өзі түседі ғой. Терезенің ар жағынан біреу жүгіріп жетеді, кішкентай қыз. Терезенің ар жағында? Иә, терезенің ар жағында ше, дауыс шығады дейді. Бірақ бүйтіп айнадан қараса енді отражениесі ғана көрініп тұр да, короче. И мән бермеген, сөйтіп оған бір қараған бүйтіп, звукқа бір қараған, терезеге қарағанда, и сөйтіп мән бермегенде қайтадан сабағын оқып жазып жатқан кезде тағы біреу ха-ха деп күліп, бір қыздың дауысы шығады дейді, короче. Чё за деп бүйтіп терезеге қарайды бүйтіп. Терезеде өзі көрініп тұр ғой ана отражениемен. Деп қарайды да, сөйтіп қойшы деп бүйтіп жазып отырады да, короче. Қайтадан бүйтіп деп жүгіреді да, и дауыс шықпай қалады. И мама енді қызық қой енді кітте өзі бүйтіп терезеден қараған ғой енді өйстіп қараңыз. Ар жағында қыз бір бүйтіп күліп тұр. Ема, қойш. Ё-моё, өтіп кетті ғой. Ол кезде үй андай кесек үйлер ғой енді. Терезелерде бір дәу емес ше өзі. Кітте қыз, короче, бүйтіп күліп қарап тұрған, короче. Мама шошып артқа қарай құлап, сөйтіп үйдегілерге айтып, үйді аластаған шығар. Ол кезде аластау деген понятие болып па? Ол кезде ондай кезде андай не ол кезде жоқтығындағы аластау дейтін нәрсе. Құран оқытып жүрейік, бүйтіп жүрейік дейтін нәрсе ол кезде жоқтығын ауылдарда көбінесе. Ол енді СССР кезде ғой, тем более, тем более. Ондай кезде ондай, бірақ ондай кезде енді бісміллә деп дейсең кетеді дейтін ақылдар өзі маманың. Түнде. И анау қара терезе тұр, терезенің ар жағы көше ғой, дала ғой. Сол далада жүрген. Ауылда ғой енді бұл. Бұл андай қала емес та, короче. Жоқ, терезе тұр ғой, мысалы сен айтып терезе, терезенің ар жағынан көріп тұр. Иә. Ол дала ғой ар жағы. Иә, дала. Көше. Иә. Қараңғыда. Қараңғы, еще ауылда білесің ғой, серек үй, еще андай келесі үйдің ар жақта свет жанып тұрғанын көресің ғой, мысалы. Сондай атмосфера ғой өзің ойласай. Еще мен бір жатылған мама бүйтіп қараған кезде анағыда бүйтіп қарап тұрғаны жыртып жіберіп тұр ғой просто. Өтіп кетті ғой мама, прям көзім елестеп кетті мына нәрсе. Анау мама сөйтіп айтып берген кезде менде дір ете қалған тұғым ше. Мен ауылда жүрген кезде, короче, мал бағатын тұғымыз. Бірақ суббота воскресенье күні барамыз да ауылға ше. Папа сол кезде алып кететін тұғын ауылға, бір күн ғана қуанатын тұғымыз ше. Мал асыраймыз. Примерно бір 60 шақты қой бар, сондай. Нормально бар тұғын малдар, сиыр, ат дейтін нәрселер. И кешкі жайлаудан сөйтіп малды неге жайғап келеміз да, өріске ше,
өріске жайғап кейіннен қайтадан кіргіземіз, кіргізгеннен кейін барып енді түн ғой, енді уже ұйықтаймыз. Ұйықтағаннан кейін біреу есікті тоқылдатады, короче. Тақ 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 дейді. Анау как будто қолмен ұрып жатқан жоқ анау звук. Ыңғайсыз бір бәле бір тіреп тұр Таяқпен ма, ұрса. аяқпен ұрған бөлек, қолмен ұрған бөлек қой, мысалы бүйтіп ұрған бөлек. Таяқпен ұрып жатқан сияқты. Таяқпен ұрып жатқан сияқты ма, бір ыңғайсыз ұрып жатыр анда есікші. Анау енді натуре бүйтіп есікті ашып көру керек. Сөйтіп тақ тақтың дауысы естіледі да, короче. Түсінбеймін. Кім ұрып жатқан деп. Бәрі ұйықтап жатыр ғой енді түн ғой. Бәрі ұйықтап жатыр. Бір кезде терезені ұрады дәл сондай дауыспен ше. Терезені ашып қараймын, терезеде ешкім жоқ. Бірақ терезе енді мына жағында да, есік мына жағында ғой енді. Терезені қараймын, мына ұрған терезені қараймын, ешкім жоқ. Сөйтіп ебать деп таңаламын. Қайтадан ұрады бір кезде. Короче, 10 минут сайын ұрып тұрады есікті. Бір кезде қойды-ау деп жатқан ба, тексерген жоқпын, бірақ ақыры ше. Қорықтым ше. Ашып көрген жоқпын. Қорықтым да енді жаттым. Сөйтіп бір кезде енді әдемі тәтті ұйықтап бара жатқан кезде қайтадан тоқылдатады ше. Ой, займандым да бүйтіп барып есікті ашсам, ешкі тұр. Ешкі? Иә. Что там? Құрметті көрермендер. Ешкі тұр. Ешкі тұр, бүйтіп қарап тұр. Қап-қара. Қаралы. Қаралы. Иә. Мүйізімен бүйтіп қарап тұр ешкі. Мүйізбен ұрған ғой сонда. Иә, мен ол кезде енді андай көбінесе сол жын шайтандар ешкіге айналады ғой енді көбінесе. Мен ол кезде ондай нәрсені білмеймін. Мен ойладым, мал енді асыраймыз ғой, біреу шығып кеткен шығар деп ше. Просто ондай жын шайтан емес, просто мал тұр деп ойладым ғой. Иә, мен просто мал тұр деп ойладым да, ешкі бүйтіп қарап тұр. Еще ананың қарағаны, мысалы ешкілер енді бүйтіп адам ұзақ қарай бермейді ғой бүйтіп. Иә. Малдың адам ше, мал жануарлары ғой, қарай бермейді ғой. Анау маған қарап тұр, ұзақ қарап тұр ғой еще. Тесіліп тұр. Иә. Адамның көзімен. Кәдімгі адам сияқты қарап тұр. Адам сияқты қарап тұр, короче, ешкі қарап тұр, өйстіп. Мен бүйтіп шошып кеттім да. Кетейік деп ше. Үйтер жерімді білмеймін, барып қорықтым мен, шын айтам ше. Үйдегілерге де оятуға да жылайын жоқ болып тұрды бір жағынан ше. Сөйтіп есік жаптым да қолтарымды қайтып ұйықтап қалдым. Анау кетіп қалды. Анау кетіп қалды. Негізі айтады ғой, осы жын шайтандар, шәріптілер жаңағыдай жануарлардың да кейбінде келеді. Змияның да, жыланның да, ешкінің де. Содан кейін ертесін айтам ғой енді, сосын бізде бір ешкі шығып кеткен тұғын деп ше. Қумашы, не қоятпайсың, короче, құлттамайсың ба барып, алып кіргізбейсің ба дейді қораға ше. Қорықтым түнде деп сөйтіп ұйықтап қалдым десем, санайықшы кеттік малды деді. Мал сол 60 қой ешкі тұр ғой сол санақ бойынша ше енді 60 қой енді. Кім қаяқта шығып кетті дейді. Бәрі орында тұр. Бәрі орында тұр, короче. Жоқ. Анаусында кеп тұрған басқа біреу ғой. Шәріпті ғой кеп тұрған. Маған информация жетеді ғой енді, сондай жын, сондай ешкім, соның информация жеткеннен кейін мен соны ойланам ғой, сол историяға барып ше. Егер мен сөйтіп ашып ұзақ тұрсам, егер мен оны бүйтіп жетектеп бір жаққа алып кетсем, мүмкін маған жын кіріп кетпеді, кетер ме еді деген сияқты нәрсе ғой енді. Бір құдай біледі ғой не болатынын ол уақытта. Ең жыртатындай ешкі бүйтіп қарап тұрып деп екі тұяқпен тұрса жыртатын тұғын. Сол уақытта ше, егер мен ұзақ тұрсам ше сол жерде, егер ол сөйтсе, мен одан самай шошитын тұғым мүмкін. Ондай нәрсе. Сол жерден чу-чу деп қуып жібердім. Чу-чу деп қуып езіп жоқ. Бүйтіп қарап өткен. Сол ғой. Мен до того мелочқа да мән беріп қалдым да сол кезде ше. Бүйтіп кетіп барады, бүйтіп кетіп баратқан еще любой малды қусаң да басын бұғып бүйтіп кетеді ғой. Басын салып кетіп қалады. Басын бұққаннан есікті ұрғаны жатып жіберіп тұр ғой маған. 10 минут сайын. Иә, 10 минут сайын ше. Бір ұрып кетсе мақұл. Мақұл ғой, мақұл дейсің ғой оған. Ол жоқ, ол мал неге, ол именно біздің есікті ұрады, ол ұратын жер жетеді ғой. Вот, допустим, мысалы сол жаққа бардың сен. Не болатын еді десе, анау тұрған ешкі екі аяқтап жаныңда бүйтіп жүріп баратқан. Ойлаш, қарашы, жетектеп келатым. Бірақ бірінші мен алда келатым да, короче. И мен ол артынан еріп келатыр, ойлаш. И бір кезде ол екі аяқтап бүйтіп келатса. Мен соны байқап қалсам, артынан тұрып. Ішінен бір тебеден бар ғой, мен орында болсам ше. Үйде бір өзіммін. Үйден шығам.
ладно туалетке шығайыншы деймін, түнгі 3 сағат именно 3-те шыққанымды айтамын да. Сөйтіп туалетке шыққаннан кейін далаға шықсам, дала тып-тыныш, ерекше тып-тыныш енді. Мен өзім таңғалып тұрмын сол тыныштыққа. дала космос болып тұр Иә, кәдімгідей. Мен уже сондай құбылыс көремін ба, ебать, уже қызық маған ше. Мен уже интересовать етемін, мынау неге тып-тыныш. Ұзақ күттім өткені мен, жарты сағаттай ше. Ойлаш, жарты сағаттай тыныштық қой. Осыда есіктің алдына темекі шыққан кездің өзінде де неше түрлі дауыстар шығады ғой. Сигнализация, әжеуір бір дауыс шығады ғой, машинаның дауысы болсын ше. Бір БХ-ның аңырап кетіп жатқан бір дауыс шығады ғой, по-любому. біреудің кетіп бара жатқан дауысы шығады. Иә, бір адам туалеттің светін жағып сөйтіп туалетке барып қажетін сындырып жатсам бір кезде туалеттің үстіне дум деген. Короче, туалеттің үстіне біреу секірген түскен, 4 аяқ, 4 немен ше, короче. Қолмен деймін ба, білмеймін әйтеуір. Үстіне бүйтіп секірген сияқты дауыс естіледі, короче. Мен туалетте отырмын, сезіледі анау маған. Туалет қозғалды сәл. Крышасы қозғалды да, короче. Ебать, мен бүйтіп туалетте отырмын, ойлашы, үлкен дәретте ғой, тем более. Я шығарымды, я қорқарымды білмей жатырмын ғой енді, короче, ана жерде. Анау бүйтіп үстіне түскеннен кейін деген дауыс шығады, короче. Бір иттің ырылдағаны сияқты. Адамға да ұқсайды, итке де ұқсайды. Адамға ұқсамайды вообще. Иттің ырылдаған сияқты. Бірақ именно ит екен 100% емеспін мен ше, короче. Именно иттің дауысы дегенге ше, бірақ соған ұқсас. Иттің даусына ұқсас, короче. И ырылдайды ғой анау. Ырылдап тұрады да не істеп қалады, короче, тынышталып қалады, короче. Сөйтіп маған анау уже мен бүкіл түсініп алдым. Не болып жатқанын ше. Атмосфера, бірақ маған қызық болып бара жатыр да әлде де ше. Сөйтіп туалетке шығып алдым да, шықтым да, мен туалетке шыққаннан кейін мен жоғары қарауға духым жетпей жатыр, короче, мен. Мен бүйтіп сәл жүрем алға қарай. Тоқтадым бір кезде. Тағын бір бәле болатын шығар деп ше. Болмаса бір звук естейінші қойып ше, артымнан. Ондай звук болған жоқ, бірақ анау звук шығып тұр, ырылдаған ше. Менің деп тұрмын, короче, мен. Қорқып тұрмын, бірақ қызық маған ол ше. Есту керек қуана. Анау көргім келіп жатыр артында тұрып ше. Не түсті үстінде деп ше. Не ырылдап жатыр деп ше, короче. Анау қызық болып тұр, мен қорқып тұрмын бүйтіп ше, қарауға ше. Бірақ тұрмын ана жерде. Кетіп қалсам болады ғой. Тұрмын. Анау дәл ырылдады да, короче, қойды. Мен ақыры қараған жоқпын бірақ артыма ше. Қаранбай қайтып кетіп қалдым бірақ. До конца қараған жоқ. Енді құрметті көрермендер, сіздер өз ойларыңызды комментарияға жазып кетіңіздер, және де осы каналға тағы да айтамын, подписка істеп қойыңыздар, лайк басып қойыңыздар. Енді қазір мен өзімнің басымнан өткен оқиғаны баяндап берейін. Ол кәдімгі өзіміздің үйде болған оқиға. Бізде үйде толық уборный салынбаған, бітпеген әлі салынып. И бізде далада уборный. Сол уборныйда бізде мынандай есік жабылады, есіктің төбесінде не бар? Әйнек бар. Әтей істеп қой, жарық түсіп тұр үшін. Туалетте жарық жоқ. Айдың жарығымен. Иә, айдың жарық түсіп тұрсын деген әңгіме ғой. Сонымен енді бір уақытта түнгі сағат 2-2:30, 3-тердің арасы ғой примерно. Сол уақытта мен де ужас фильм көргем. Звонок деген. Звонок көрем. Уже қанша рет көріп тастағанмын, өтпейді уже. Просто для интереса көріп отырмын ғой. Жай просто. Уақыт өткізу. Иә, уже анау киноның сценарийсін білесіз, анау жан-жағындағы не нәрсе, иә, детально қарайсың ғой, уже телевизор қалай қосылып жатыр деп ше. Ана ляптар іздей бастайсың. Иә. Соны көріп отырдым да, кейін соңына жеткенде анау білесің ба, жерге құлайды да, анау телевизордан шығады ғой бүйтіп. Сол жерін қарап отырдым да, уже жаймен қорқыныш болды менде. Бірақ қатты емес, қорқыныш бар. Деп бүйтіп отырдым. Резко жақындап қалса бүйтіп қалып ше, сөйтіп отырдым да. Кейін бітті, кино бітті, саатқа қараймын, саат 2:30. 2-ден ровно 35 кеткен. Телевизорды өшірем. Сөйтіп үйден шықпайын ба? Бәрі ұйықтап жатыр. Тым-тырыс біз жақта сол кезде даладағы светтер, көшеде светтер болатын, соң бәрі өшіп қалған, короче. Бізде үйдегі свет специальный генератор бар. Свет өшсе біздің генератор қосылады да, үйдің свет жанады. Автоматически. Иә, автоматически. Генератор ойнап тұр далада. Ойда ештеңе жоқ, свет өшіп қалған. Ешкімде свет жоқ, генератор барлардың үйдің свет жанып тұр. Сөйтіп далаға шығам, ойда ештеңе жоқ, даланың свет жанбайды. Туалет айдалада, үйдің артында прям түп жақта ғой.
сөйтіп уборныйға барам, ойда ештеңе жоқ, үлкен дәретте отырам, қолда телефон шығып отырмын, короче. Сет дұрыс ұстамайды, 4G бірақ балшық ұстап тұр ғой. TikTok көріп отырмын. Бір уақытта жаңағы звонок деген ана звоноктағы қыздар есіме түсіп жатыр ғой, бәле ана шаш жалбырап есікті ашсам күтіп тұрса не болады деп ше. Сосын кино бар, проклятие деген кино бар. Ана деп шығатын бар ғой, білесің ба? Сөйтіп сол есіме түседі. Білмеймін, өзімді солай тығып жатырмын да, мен оймен жеп жатырмын өзімше. Мә, қазір нердің шатырдан қарап тұрса не болады? Артымда қарап тұрса, ана туалеттің түбінен деп шықса не болады деп ше. Еще туалетке өйтіп түбіне қарайсың ғой, қарасаң колодец қой, кәдімгідей бүйтіп доңғалақ бетоннан салынған ма? Тура колодец қой ше. Сонымен отырым, бір кезде туалет жаға біреу келеді. Мен әкем деп ойлаймын, короче. Әкем всегда түнде тұрып, темекі шегуге шығатын. Әкем деп ойлаймын. Туалеттің жанына келеді, тұрады кәдімгідей. Негізі ол кісілер келсе дейтін. Короче, біреу бар ма деп тексереді, оны туалеттің есігін жабып тұрғаннан кейін. Мен тұрамын да, мен туалетте адам бар деймін. Дауыстап айтамын да, туалетте адам бар деймін. Ана тоқтап қалады бір кезде. Тура туалеттің тура мына есігінің жанында тұр. Андай типа, Аслан сен ба деп ешкім сөйлемейді, тұр просто. Сонымен ойда ештеңе жоқ қой, енді ондай детальдардың бәрін ұмытып кеткенмін, жаңағыдай TikTok, ойдың бәрі TikTok үлкендері тұрдың TikTok көріп отырмын, ана әлі тұр. Кетіп қалады негізі. Мен мысалы туалетте адам бар деймін ғой, ол кісілер жаңағыдай сыртқа шыққан адам үйге кіріп кетеді, немесе жаңағыдай темекі шегетін адам сыртта тұрып темекі шегеді, кетіп қалады. 10 минут өтеді ғой, кетпейді ана, әлі тұр, қозғалмайды. Сосын мен ойладым, бізде забор бар туалеттің тура жанында, соның арғы бетіндегі участоктағы бір адамдар шығар жүрген деп. Ойым сол, бірақ есіме түседі да, мен кәдімгідей менің үй жағымнан бүйтіп келді ғой маған деймін да. Туалеттің тура алдына келді да, бүйтіп тұрғандай болды, короче. Солай тұр. Бір кезде тұрам да, әке сіз ба деймін, үндемейді. Мама деймін, үндемейді. Үйде бір атам болған, бір атам прикол ұстап тұрсын ба, шыныңды айтшы деймін ғой, үндемейді, короче. Сөйтем да есікке бүйтіп жұдырығым тақап тұрмын да, даңқ дегізіп ұрамын ғой есікті. Сана қорқып бүйтіп үрейлене ма деп ойладым да, ештеңе, короче, не істемейді. Тұр просто, короче. Сөйтіп та жаймен туалетті айналып жүреді ана. Еба, мен қорқып кетемін кәдімгі. Мен ойлаймын, братан шығар, надеяться етіп отырмын ғой, братан болса екен деп ше. Туалет, значит, тұрда, жан-жағында ештеңе жоқ, қоршау, жоқ, мынандай ғой, тура мына жағында қоршау бар, тақалып тұрған. Мына жағында сарай бар, бірақ алды пустой, арты жүретін проход бар, жанында проход бар, мына забордың жанында проход бар. Айналып жүруге болады, короче. Вообще болады. Иә, солай айналып жүр біреу. Сенде айтамын, братан, не шути по-братски деймін ғой, түнгі сағат 3 болып жатыр уже, олай істемеші деймін, короче. Тоқтамайды ана, жүр, кәдімгідей бүйтіп жүрді. Бір кезде ең қызығы мынау ғой, туалетке келеді, тура туалетке. Адамның шагы. Иә, шагы кәдімгідей қардың үстімен басып жатыр, қыс қой. Осы жақында ғана болып тұрады. Ебать, еще қардың дауысы тем более. Гырт дейді. Бір кезде бүйтеді. Бізде туалетте көтерілетін баспалдақ бар, туалетке қарай 2 ступенька бар. Дүң деп шығады. Тура есіктің алдында тұр. Мә, братан деймін, прям басын түсіріп алдым да, телефонның спичкасын жағып қойдым да, көзім жауып алдым да. Мә, братан, қорқытпашы по-братски деймін ғой. Бір кезде тұрады да, үн жоқ. Яндай болады ғой, қалай айтсам болады, андай ағашта тырнайсың ғой, осылай тырнаған кезде бір звук шығады, шиық дегенше, солай есік тырналады, короче. Бір кезде ана әйнекке көзім түсіп кетеді ғой, короче. Сознание чуть потерял, реально. Кәдімгідей қисайып кеттім. Қисайдым да, басым мына жерде не тұр ғой, енді туалетный бумага қоятын жер тұр ғой, соған дыңқ деп тигенде өзіме келдім. Әлі отырған тұрсың, отырсың. Әлі отырм. Тұрған жоқсың. Мен қорқып отырмын ғой, аяқ істемей, үйіп кеткен аяқ отыра берген. Сонымен бүйтіп отырдым да, бүйтіп төбеге қарасам, короче, шаш жалбыраған, аузы бүйтіп ашылғанна. Тура мені суретін шығарам сіздерге, мені суреті примерно да. Тура ана проклятиедағы бар ғой, дейтін, тура сол ғой, дәл өзі анау. Прям бүйтіп деп тұр ғой. Ананы көрдім, көзім қарауытты да, басым дыңқ деп ұрдым да, тұрдым, қарайым, ештеңе жоқ. Тез, короче, істерімді істеймін да, дың спичканы алам, есік тарс деп теуіп ашам да, шығам, ары-бері қарайым, із жоқ. Просто қар тұр, менің келген ізім бар, болды. Тым із жоқ, айналған да із жоқ,
келген тұрған ізі де жоқ қой, тырналған ізі де жоқ, короче. Сонда ойымда ужас фильмнің әсері галлюцинация, либо реально көрдім мен деп ше. Өйткені четко естідім, біріншіден айналып жүрген. Екіншіден анау енді анау көрініс. Қорққанға қос көрінеді деген сияқты қатты кіріп кеткен шығарсың мүмкін. Мүмкін, иә. Мүмкін. Татауы тауып қалдым ғой. Датауы бүйтіп көз алдыма сөйтіп кіреді, не ойлайтындай ше. Мен сондағы бүйтіп специально бүйтіп қарайым деген жоқпын. Бүйтіп көрейінші деп үйткен жоқпын. Мен көзім түсті сояққа. Қайта бір туалетте талып қалып неге болғанына шүкір, қайта Құдай шақырсын. Кетіп қалсаң жаман ғой ана жерде, жүрегің жарылып кетсе жаман. Жерде енді көбісі реально айтамын вот. Мына көріп отырған кісі де, мысалы сіз де 100% уже комментарийға примерно жазып жатыр ғой. Не сказка айтып отырсың деген сияқты. Пока адамның көзіне ол көрінбейінше адам оған сенбейді никогда. Никогда сенбейді оған. Ал когда адам өз көзімен көреді, сонда ол естіген әңгімені түсінеді. Оказывается, бар екен ондай нәрсе деп. Сондықтан, құрметті көрермендер, мен сіздерге ешқашан ондай нәрсені тілемеймін де, даже врагу не пожелаю. Бастырылмаңыздар да, ондай заттарға жоламаңыздар да, көрмеңіздер де, ондай зат көрінбесін сіздердің көздеріңізге, ондай жамандық нәрсе тілемеймін мен сіздерге. Только сенбеймін деген кісілерге айтарым, ең бастысы басқа бермесін да болды. Басқа берсе, ол нәрсе уже одан арылуда, мүмкін арылу дем салдырып, білмеймін, Құран оқытып, намазға жығылып, арылуға болады шығар. Бірақ оны көрген кезде ол травмада кәдімгідей. Ол ең бастысы жаңағыдай нәрсе ғой. Любой нәрсе қорқынышта мүмкін сондай нәрсе болып жатса егер де ше. Қорқасың, қорқыныш болады. Но бірақ сол қорқынышты іштей осознание менде мынандай нәрсе болып жатыр менде деген өзің түсінсең іштей ше. Соны түсінгеннен кейін бісмілләңді айтып, туалетте болсын, туалетте енді барынша да ауызбен айтпай іштей ше. Іштей айтып шығып кетсеңдер де болады мысалы. Туалетке кірер кезде дұға бар, шығар кезде дұға бар деген сияқты ғой. Соны айтып шығып жүрсеңдер ондай нәрсе болмайды. Өздеріңе тазалық қой, главный тазалық. Ғұсыл дәрет болып жүрсе, ондай нәрсе вообще жоламайды негізі ше. Аят курси оқып жүріңдер арасында. Жатар кезде әсіресе күшті болады. Сол құрметті көрермендер, енді ол ойлап отқан шығар, примерно қандай көрініс болды екен деп ше. Мен примерно фотошоптаймын да, міне салдым, міне. Мынау реально менің үйімдегі уборный даладағы тұрған, и мен тура осындай көрініс көрдім. Мен примерно фотошоптап былай шығарып беріп тұрмын сіздерге. Қорқынышты ма? Реально қорқынышты нәрсе. Сіз менің өзім елестеткенім ше, деп тұрды дедің ғой. Мен анау қай кино айтады? Одеялның ішінде же кітте бола дейді ше. Мен соны елестетіп отырмын ғой, түрінше, короче. Үйде, короче, 4 ағайындымыз ғой, ең кішкентай мен да. Үлкен братан, бағана айтып берген үлкен братанның историясы, мынау сол ортаншы братанның историясы. Менен кейінгі, короче, менің алдымдағы деген, то есть. Алматыда таксовать етіп жүреді, түнгі сағат 2:30 уже қайтатын уақыт болып қалады. Сол қайтайын деп жатқан кезде бір клиент шыққан қолынан. Сөйтіп сол клиентті апарып тастайды, короче. Ауылдық жер дегенде Алматының таулы жерінде, короче. И сөйтіп апарып қайтар кезде жаңбыр құйып кеткен ғой, короче. И сөйтіп не жақты білесің ғой, шай жақтан бүйтіп зигзаг нелер бар ғой, бүйтіп жолдар ше, короче. И зигзаг жолдар бар да. И зигзаг жолға жетпей жар бар, короче, ар жақтан не бар, короче, стойкалар бар ғой. И ар жаққа жар құлап кетесің, короче. И сол мынандай неге жетпей жатып, и бір қыз тұр, кіттай қыз. Примерно жасы бір 13-те. Жаңбыр құйып жатыр. 12 жаста қыз. Есек тұр сосын. Оның жанында. Есектің басынан құшақтап тұр ана қыз. Братан, ойлашы, апарып тастады, келді, ол жақта еще машинада жоқ қой, көп жүретін ше былай. Сирек жүреді ғой машина. И бүйтіп келе жатады да, ана құшақтап тұрғанда көреді да, и қолы рульді сүйеқа қарай бұрады ғой, короче, братан. Машинаны ше айдап келе жатыр, ол көрді, кіттай қыз есектің басынан құшақтап тұр бүйтіп. Соған қарай бұрып жатыр. Ананың тұрған жері, короче, жар ғой. Анау егер машина бұрылса, анау жардан құлап кетеді, короче. Анау машина бұрып жатыр, машина бұрылмайды, бірақ ойлашы. Братан бүйтіп до конца бүйтіп кетті ғой, короче. И бір кезде мына жақтан машинаның жарығы түсті дальний ше, и сол кезде есін жинады ғой.
и сөйтіп сәл жүрді тонымыз берді ғой короче тонымыз беріп машинадан түсіп сәл есін жинап алды артына қарайды жоқ жаңағы кітті қыз ешектің басын құшақтап тұрған қыз жоқ короче жаңбыр жауып тұр ғой далада сәл есін жинап алды да сөйтіп үйіне қайтып кетті короче ол сонда бүйтіп рульді бұрып жатқан кезде ештеңе сезбеді сол ғой қарсы сол есін жинағаннан кейін машинам кәдімгі тоқтап тұрады ғой енді былай иә бұрылып тұр дөңгелегі ше короче именно ана жерген кезде құдай сақтап қалғанын айтамын да бүйтіп машинам бүйтіп бұрып жатыр анаған қарай бірақ машина бұрылмайды машина бұрылмайды бірақ өзімен кетіп барады былай кәдімгі кетті тура өйткені братан шок болып қалды да қарады жаңбыр жауыпты түнгі сағат 2:30 кіттай қыз ешектің басынан құшақтап тұрған өзің картинканы елестетші просто елестетіп тұрмын кетіп бара жатасың да просто дейсің да деп машинадан бұрасың кемсіз ұқсап бірақ бұрып жатқанын ол білмейді білмейді ол историяны келіп айтып берді ғой есін жинады ғой енді есін жинағаннан кейін барып есіне түсірген ғой короче мен машинаны бұрып жаттым бір кезде сол жаққа қарай түнгі сағат 2:30-3:00 ғой примерно 2:30-3:00 сондай уақыттарда қозады именно сондай еще жаңбыр жауып тұр далада еще жаңбыр жауып тұр еще бұл жақтан білесіңдер ғой алматының тау жағынан андай свет жоқ қой андай машинаның жарығымен көрген ғой сол светті енді айдалада қытай қыз ешекті ұстап басынан сипап тұрды басынан андайды көрген кезде ты че сол жардан секіре саласың сол былай ойлайсың егер машина жерде бұрылса мүмкін кетті жоқ болып кетіп и жардан құлап кетуі мүмкін жығылып қалады иә именно сәл бүйтіп тормозда басып та үлгермейсің ғой ол уақытта қайта құдай сақтап иә страшно құдай сақтап өйткені анау бүйтіп кетсе де до конца кетсе де мүмкін басқа нәрсеге соғатын еді егер анау жақтан дальныйдан свет түспеген кезде машинаның ше ол қайта есін жинап алып тұрғанын айтамын да құдай сақтап қалып тұр ше енді бұл оқиға мен өз басымнан өткен жаңағыдай тура осы студияда өткен подкаст студияда емес бұл негізі бұл не жаңағыдай кәдімгі контент жүргізетін студияда контент жүргіземіз рекламалар аламыз сол жаңағыдай упаковка жасаймыз инстаграмдарға сондай бір бөлімше ғой бұл компания мына жерде әтие өзімнің подкастыма кішкене подкастный студия қылып жасап алғаным ғой негізі камераны былай бұрсаң уже көрінеді офис екен тұрмын мен көріп тұрмын сонымен мына жақта монтажный бөлме бар мен өзім сол жақта монтаж жасаймын өзімнің бөлмем мына жақта бастықтың бөлмесі дизайнердің бөлмесі солай бөлме бұл жақ кухня өзің де көріп жатсың ғой көрдім бір күні түнде жолдас баламды шақырамын өзім студияда жалғыз қалып кетемін да сағат 10-ға шейін 11-ге шейін боламын деп шешім қабылдаймын өйткені маған жұмыс уақытысы негізі сағат 6-ға дейін маған көп задачалар берілгеннен кейін именно көп жаңағыдай жұмыстан сұрандым солардың бәрін отрабатывать етіп тастайыншы бір күнде дедім да 11-ге шейін қалам короче осынша уақыттың көлемінде сол берілген задачаларды орындап тастаймын деп өзіме ішім сып кетті жаңағыдай JBL колонка қойып қоямын музыка қосып қоямын неприятно короче ана музыка қайталана береді потом досыма звондаймын да айтамын қай жақтасың родной осындай жұмыстан шығып бара жатырмын че там өзі аэропортта жұмыс істейді сосын айтамын келсейші мен жаққа өтсейші офисқа қарай бля брат алыс қой анау мынау мен аэропорттан сол ташкентский сайнаға барып жүремін ба дейді короче айтамын брат ішім сып кетті реально келші әңгімелесейік тамақ ішейік угощаю деймін короче ары ойланады бері ойланады все хорошо жарайды барайын дейді астында машинасы бар ғой енді ары кетсе 1 сағатта ма пробкамен келеді мен жаққа сөйтіп студиядан светтің бәрін жағып тастағанмын кішкене қорқынышты да мынаңшы светтің бәрін жағып тастағанмын есікті ашып күтіп аламын досымды сөйтіп досым екеуміз кіреміз отырамыз короче мен монтаж жасап отырмын ол жанында маған әңгіме айтып отыр чтобы маған ішіп пыспас үшін ше әңгіме айтып отырық потом бір кезде менде монтажный стол мына шеткі жақта орналасқанда есік прям мысалы мына отырмын ба есік былай қарап тұр есік мына жақта жаңағыдай досым екеуміз әңгіме айтып отырық монтаж уже есімнен шығып кеткен монтаж уже тастап кеткен досыммен короче әңгіме айтып отырмын бір уақытта жаңағыдай досым маған қарайды сөйтеді да айтады да маған брат дейді да сен ештеңе сезіп тұрған жоқсың ба дейді маған сосын мен айтамын мен не сезуім керек мен прикол ұстап отырмын деп отырмын әңгімеге тартып отырсың ба деп не сезуім керекпін деймін жаңағыдай күліп айтып отырмын ғой не болды не сезуім керекпін деп что-то айтады мен что-то үрейленіп отырмын мына жерден дейді бір аурасы ауыр емес па саған мына жерде дейді да аурасы былай бір қаралау емес па өзің солай ойламайсың ба дейді бүйтіп отырамын да мен де бір сезінейінші деймін короче бәрін бүйтіп тастаймын бүйтіп қоямын да отырамын
сезініп көрейін деп бүйтіп жан жағыма қараймын, бүйтіп төбеме қараймын. Вроде нормально, легкий аура. Саған не болып отыр деймін, менде легкий болып тұр деймін да, монтаж істеп отырмын. Саған не болып отыр десем, маған ол намазхан ғой, намаз оқиды ол кісі. Досым ше. Маған бұл жердің аурасы жағып отқан жоқ, ауыр нердің аурасы дейді. Осы тазаламағансыңдар ма? Қорқыныш тазаламағансыңдар ма? Шаңын сүртіп анау мынау дейді да. Жоқ, сол кегелі бойы солай тұр деймін да, короче. Арасында тазалап қоямыз, уборкасын жасаймыз, бірақ бір прям генеральный уборка жасамаймыз. Өйткені бәрі орнында тұр бүкіл заттар деймін. Сөйтсем отырады да, брат, шыны керек, как будто мына жерде бір бізден басқа тағы бір 2-3 адамның присутствиясы бар сияқты дейді. Вот реально дейді, мен саған шынымды айтайын, 2-3 адамның присутствиясы бар сияқты, жаңағындай біреусі кухняда жүреді, біреусі біздің артымызда тұрған сияқты. Всегда мен саған әңгіме айтып отырамын, но білдірмеймін дейді да. Бірақ мен саған қазір айтып отырмын, потому что олар как будто сол атмосфера, қара атмосфера күшейіп жатқан сияқты ғой дейді да. Давай сен бүйтші дейді да, досым, бүйтші, сағат уже примерно 10 болып қалды, лучше үйтіп өзіңді зорықтыра бермей, монтажың бітір да, жүрші кафешкаға, бауырдаққа барып отырайық дейді маған. Қарның ашқан шығар, анау мынау угощаю дедім. Давай в этот раз я угощаю дейді. Бауырдаққа барайық дейді, короче. Сонда мен отырамын да айтамын, давай мен 11-ге шейін 1 сағат қой, брат, бітіре салайыншы, монтаж ғой деп сөйтіп отырамын, короче. Сосын бір кезде отырады да, әңгімесі бітіп қалған ғой, маған қарап отырады да, боковой зрениемен көріп тұрмын ғой, маған қарап отырады да, бүйтіп. Оның зрачогы на жаққа түсіп кетеді, маған емес, на бетке түсіп кетеді, короче. Бір жаққа қарап отыр ол. Сосын мен бүйтіп түріне қараймын да, не болды деймін. Сөйтсем, ана точкаға бүйтіп қарап отыр да, уже ананың түрі өзінің түрі емес. Қорқып кеткен түрді анау уже. Бүйтіп отыр да. Деп ше. Не болды, сүмірейіп қалдың ғой дедім. Сөйтедім. Брат, деді да маған бүйтіп қарады да, кетейікші нерден деді. Сөйтіп мен бүйтіп отырмын ғой, ойымда ештеңе жоқ. Бүйтіп артыма қараймын, короче. Бүйтіп қараймын, не көрдің айтсай деймін ғой. Сөйтсем, брат, шыққан соң айтамын, кетейікші нерден дейді. Тура осы студияда болған. Кетейікші өтініш дейді. Сосын тұрамын да, істей салайшы монтажымда, тез бітіріп қазір шығамыз, жарты сағат қалды деймін. Сөйтедім, онда мен өзім кете беремін деді. Сосын мен тұрмын да, болды, қазір шығамыз күте тұр деп, монтажын тез бүйтіп экспортын жасадым да, тінтік өткіздім да, короче, программаны жаптым. Жиналып атқан кезде, анау әлі отыр, короче. Курткасы тұр, вешалкада, анау әлі отыр, короче. Сол жаққа қарап, қозғалмайды. Светтердің бәрі өшіп тұр. Мен жақта только розовый неон бар, сол ғана жанып тұр да, кішкене бір. Светильник қой кішкентай. Сосын бір кезде бүйтіп досыма қараймын да, мен курткамды киіп отырмын, досыма қарап тұрып киіп отырмын да. Не болды айтсайшы, бір точкаға қарадың да, үңілдің де қалдың. Не көріп жатсың деймін ғой. Сөйтсем, бүйтіп мен сөйлеген кезде, дейді да. Ештеңе, кетейікші тез жиналшы деп бүйтіп төмен қарап сүмірейді де қалды. Басында келген досым басқа, андай, қалайсың деп жаңағындай, брат деп сөйтіп жүрген, кетейін деп жатқандағы адам басқа да уже. Айтуға қорқып тұр ма сондай? Айтуға бірдеңе қорқып тұр ма? Не тұрған, бір бәле көріп тұр ғой. Сосын бір кезде мен бүйтіп тұрдым да, болды, кеттік, жиналайық, мен киініп алдым деймін, телефон бәрін алдық, студияны кілттедік, міне, кілті тұр. Студияны полный кілттедік та, сыртқа шықтық, примерно мынау Ташкентский Сайна жақ, Сайнаның мостына жете берген кезде, Ташкентскийдің мостына ше, Сайнамен бүйтіп үстінен өтеді ғой, машинасымен кетіп барады. Өте берген кезде, брат, білесің ба, мен не көрдім дейді да. Оған дейін үндеген жоқ. Просто мен шыққанда да сұрадым, брат, айтшы енді, шықтық қой, не көрдің? Жоқ, үндемейді, короче. Брат, отыршы деп те айтпайды. Үндемейді, машинасын ашты, отырды, ремень тақты, дұғасын айтты, әумин деді, жүрді, короче. Кетіп бардым, мосттан өткен кезде, бүйтіп тұрады да, дейді да, брат, білесің ба, не көрдім дейді, короче. Как будто сол уақытқа дейін демалмаған сияқты болды да ол. Сосын тұрды да, мен айттым, не көрдің дедім. Айтты, қорықпайсың ба деді. Қорықпаймын деді. Түнде қалмай қойшы бір таңерде деді маған. Уже қорқып жатырмын ғой, мен ана сөзді кейше, түнде қалмай қойшы деген сөзді кейін. Күнде алаш жүрген досың сөйтіп түрі ағып кеткен. До того ерні көгеріп беті ағарып кетті осы жерде. Сосын айттым, ернің көгеріп кетті, мен көрдім дедім. Бетің аппақ болып кетті. Қорыққан адамның бейнесі қорыққанға көз көрінеді дейді. Не көрдің айтшы деп едім. Мен саған айтамын деді. Бірақ сен қазір заранее маған уәде бер деді. Екінші рет олай қалмаймын деп уәде бер маған деді. Өзің қонбайсың деп деді. Сөйтем, жарайды, уәде берейін, қалмаймын ондай уақытқа дейін дедім. Қонбаймын деді. Сөйтем, жалпы мен саған әңгіме айтып отырған кезде деді.
сен монтаж істеп отырдың, мен саған қарап отырдым ғой деді да, монтажыңа, программаға, жаңағыдай компьютерға қарап, саған қарап отқан кезде мен боковой зрениемен көріп қалдым деді. Басқа монтажердің креслосының жанында деді, шашы бүйра былай кәдімгідей, қалай айтсам болады, афроамериканецтардың кішкентай қыздары болады ғой, шаштары бүйтіп дөңгелек, бүйра болып тұрады. Сондай, бірақ бүйтіп үшкір бүйра үшкір жылмас шығып кеткен шашпен, такой қаралау келген кішкентай қыз көйлек киген, жалаң аяқ, саған бүйтіп қарап тұрды деді ол. Ана жерде шынымен де түрің ақып кетеді ғой. Жоқ, до того степени да көрдім, явно вот четко көрдім деді. И мен сөйлей алмай қалдым, содан кейін мен саған ештеңе деп айта бердім деді да. Мен ананы көргеннен кейін басымды былай қарай салбыраттым, сен маған сөйлегеннен кейін деді да, басым салбыраттым, и бүйтіп қарағанда уже ешкім жоқ болды деді. Сосын барып мен саған айттым деді, қайтайықшы, кетейікші деп айта бердім деді да. Сосын мен айттым, неге сразу былай, сенде бір реакция болған жоқ па дедім, бүйтіп айқайлап деп бүйтіп атып тұру, кімсің деп, ондай болмады ма деп едім. Жоқ, мен көрген бетте не екенін білдім, содан кейін оны үйтіп реакция берген жоқпын, сені де қорқытқым келген жоқ деді. И мен спокойно барынша өзім сабырда ұстауға тырыстым. Шыққаннан кейін мен саған айтып отырмын, енді ол жақта жалғыз қалма, особенно өзіңнің бөлмеңде, вообще ол офиста түнге шейін қалма. Қалсаң жаныңда біреу болсын, немесе бастығың болсын, коллегаларың қалса бірге қал деді. Жалғыз өзің никогда деді ол. Айқайлап жіберсе де десе, мысалы, мүмкін сен қорқып кеткеннің өзінде де. Ол қатты қорыққанда кіріп кетеді ғой. Иә, сен қорқып кетіп, саған кіріп кетіп, ол кіріп кетіп, оған да кіріп кетуі мүмкін ғой. Bir Құдай біледі ғой енді. Дәл өзі ғой. Еще ойлашы, бүкіл комнатаң свет өшіп тұр. Ебай. Сондағы сабырлығы, жаймен тұрып былай шығарып айтқанын айтсаң. Иә, осы айттым ғой, сол біраз жүргеннен кейін ше. Сол, құрметті көрермендер, біз қазір тура сол офиста отырмыз. Жақынымның сестрасы, жақынымның сестрасының басынан өткен оқиға. Сол сестрасы карантин кезінде, карантин басталмай тұра, Петропавловсктан Алматыға келеді. Көшіп келмейді, просто жұмыс істеу үшін келеді. Жұмыс істеп ақша табу үшін келейін дейді, сөйтіп келеді. Алматыдағы квартиралардың бағасын білесің ғой. Какой-то сарайчикке 200 мың сұрайды мысалы. Сөйтіп нормальный жерден квартира табады. Нормальный жер болғанда қалай, адресін да білемін, Розыбакиева, Төле би. Сол жақта ЖКШ-лар бар екен. 1-2 ЖКШ бар, ескі. СССР-ден қалған. СССР-ден қалған дегенде қалай? Ұқсас, короче, СССР-дің ЖКШ-ларына ұқсайды. Ескілеу. Сол жерде бір орыс кемпір сол кісіге квартира береді. Арзан квартира ал, кіріп ал. Қанша 100 мың теңге, короче, айына. Розыбакиева, Төле би. Қаланың ортасы, чё там? Кіріп алай, 100 мың теңге ойлашы. Айына. Сонымен айтады, қуанып кетеді, давайны, 50 мың теңгесін берем, 50 мың теңгесін ертеңге алып кет дейді. Орыс кемпірге. Қуанып кеткен ғой. Неше бөлме? Кіргенде андай ғой, кіресің, сол жағыңда не, короче, туалет, душ, есігі бар. Тіке кірсең, уже кухня, барлық жататын орындар бір жерде, короче. Сондай бір бөлмелі десем не болады даже. Сөйтіп, сол жерге қоныстанады, бірақ андай, қалай айтсам болады, 5 этаж ба сондай. Ол ЖК 5 этаж ба сондай. Ол 3-ші этажына қоныстанады. Сөйтеді да, сөйтіп киімдерінің бәрін реттестіріп, мебельдердің бәрін реттестіріп қойып, енді өзі бар ғой мебельдер, солар шаңдарын сүртіп, жаңағыдай, ой жақсы болды, 100 мың теңге мынандай үй кім береді маған деп, мынандай үйлерді көрдім мен, бір 250-300 деп тұр, мынандай үйді маған кім береді 100-ге деп, қуанып, деп музыка қосып қойып жүрген ғой. Сөйтіп түске таман шай ішпей ма енді, отырып бәрін реттестіріп қойған, уже кайф, үйде отыр, қазір орыс апа келеді, 50 мың теңгесін алып кетеді, болды, мына үй менікі деген сияқты. Шай ішіп отырса, төбесіндегі потолоктан андай дауыстар шығады дейді, дың деп жүгірген дауыстар шығады, короче. Потолоктан, енді үстінде этаж бар ғой тағы. Сонымен жаңа кісі енді қуанып отыр ғой, қойыңдар деп қояды да жаңағындай. Балалардың дауысы шығады дейді, күлген балалардың дауысы, и секіріп ойнайды дейді полдың үстінде. Дүң деп, деп түнде ма? Жоқ, түсте. Түске таман шай ішіп отырады да жаңағындай. Басында қатты внимание бермейді, ойнап жүр ғой, балдар ғой, не істейсің. Бір кезде түнде, түнгі сағат 12-ден асқанда тоже тура сондай звуктар шығады. Дүңкілдеген балдардың дауысы шығады, кішкентай ойыншықтардың дауысы шығады. Андай ойыншық машиналар бар ғой бүйтіп. Қалай айтсам болады, машинкалар.
тартсаң грррк дейді ғой. Мм. Тарт жіберіп қалсаң өзі кетіп қалады ғой. Сондайлардың дауысы шығады короче. Деп ахаха деп күледі. Дуң деп жүгіреді былай. Осылай жүгіреді короче. Сөйтіп жатады, бір күн шыдайды, жарайды дейді. 2 күн шыдайды, жарайды. 3-ші күні уже надоел шығып кетеді ғой ана жерден. Немене мына каждый ден балдарына қарамай ма, астында адам тұрып жатыр, или мына орыс кемпір айтқан жоқ па дейді да. Сөйтеді да андай швабра бар ғой, соны дүңкілдеп жүрген жерінен швабрамен ұрады ғой былай, дүң деп. Қой деп айқайлайды. Тып-тыныш болып қалады короче. Прям тып-тыныш. Білді, мен ескерттім деп ойлайды ғой, короче. Ескерттім, болды, осымен енді шуламайды шығар дейді. Сонымен түнде қайттан басталады. Дүң, ахахаха, күлген балдар. Еще уже барған сайын ерлі-зайыптылардың дауысы шығып жатыр дейді. Жаңағыдай бір-бірімен күліп ойнайтын, жаңағыдай бір-бірімен әңгіме айтып отырады, кәдімгідей сөйлейді дейді бір-біріне. Әйел мен еркек бір-біріне сөйлейді дейді. Балдары прям ойнап жүреді дейді. Мен түнде күндіз де естимін ананы дейді да. Сонымен енді сол оқиғаны мен тыңдап отырмын ғой жақыннан. Сонда менің ойым мынандай да, қалай ол типа бірінші күннен ақ баруына болатын еді ғой деп ше, жаңағыдай үстіңгі этажға көтеріліп не болды сендерге деп ше, айтуына ескертуге мен нерде астында тұрып жатырмын, мен новыйдан келген адам, танысайық деп танысуға болады ғой деп. Сөйтіп ойлап отқанда ана айтып қалады ғой, сол уақытта короче түнде барған ғой, көтерілген. Именно Түнде көтерілген ғой. Подъезд андай ғой, қара. Көтеріледі, тың, светтер өзі жанады, тың өзі жанады. Ескі бірақ, лифт жоқ. Андай сондай бір қалай движениеға чувствительности бар прожектор орнатып қойған ғой. Көтеріледі да жаңағы неге барады, есікке. Есікке барады да есігін бүйтіп ашады короче. Есік жабық тұр. Сөйтті есік тоғылады, дың. Мен астындағы көршілеріңіз міне есікті ашыңызшы, сөйлесу керек дейді короче. Үн жоқ вообще. Яғни глазок тұр ғой, сол глазоктан бүйтіп қарайды короче. Бірдеңе көрінеді шығарды. Ештеңе жоқ, қап-қараңғы. Тағы енді сен даже үйдің светі коридор жанып тұрса да глазоктан қарасаң хотя бы свет көрінеді ғой, онда дым жоқ, қап-қараңғы просто ше, тупо. И бір уақытта дүңкілдетеді, ашпайды ешкім. Сонымен айтады, мен қазір егер де қоймасаңыздар дейді да, бүгіннен бастап осыны қоймасаңыздар, доғармасаңыздар, милицияға заявление жазамын дейді. Сөйтті төменге түсіп кетеді. Жатады барып ұйықтайды. Қайттан басталады. 10 минут қайттан басталады. Дың короче. Мен алар қоймады ғой дейді да, қайттан ашады да, қайттан көтеріледі, дүң көтеріліп барады да, тарс деп тебеді есікті короче. Сол кезде соған напротив есік тұр ғой, сол жерден есікті ашып біреу шығады, арт жағынан. Сөйтіп айтады, не болды саған есікте болып жатсың? Не болды, не көрінді дейді короче. Сөйтіп қалай не көрінді, сіздерге естілмей ма дейді да. Азанмен күнімен шулайды мына жерде, бір адамдар маза бермейді, уже астында өлетін болдым нервтан дейді. Сөйтіп анаға кісі бүйтіп қарап тұрады да, уверенасың ба дейді. Иә дейді. Ол үйде ешкім тұрмайды ғой дейді ғой. Жатам ба? Неғып бүйтіп қағып жатсың есікті дейді да. Есік ашық тұр ғой дейді ғой еще. Қалай ашық тұр дейді. Ашса есік дейді. Ашса ашық тұр ғой. Кәдімгідей есік ашық тұр былай. Сөйтеді айтады, қызым дейді. Енді анау да қазақ кісі, бірақ тоже кемпірлеуді. Жасы келіп қалған 60 жастағы кісі ғой. Қызым дейді, бұл үйде ешкім тұрмайды. Бірақ мен естімейді емес, естимін, бірақ үйреніп қалғам дейді. Біреу жүгіреді, балдардың звуктары шығады, иә, дауыстары шығады күлген, бірақ мен үйреніп қалғам, олар маған тиіспейді деп қабылдап қойғам, и мен просто ұйықтай беремін дейді да, ондайға внимание аудармаймын дейді. Анау шоке ғой, анау есікті ашса, кәдімгі үй шаң басып кеткен үй, заброшенный ма? Заброшенный, есік ашық тұр. Ал прикинь, жаңа мен айттым ғой историяда, бірінші барғанда есік жабық тұрды деп. Сонда айтқан ғой, бұл есікті мен бірінші күннен барып ашқанда жабық тұрды ғой деген. Кім кілттеп қояды бұны деген. Сөйтсе, білмеймін деген. Ол всегда ашық тұр деген. До твоего прихода ашық тұрған ол деген. Кім жауып қойды, кім кілттеп қойды, білмеймін деген. Сонымен ана домда адамда көп адамда тұрмайтын сияқты ғой. Сол ғой, сосын астына түскенде бөлмесіне кіреді да, светтердің бәрін жағады да, киімдерін жинайды короче. Кетемін мен мына жақтан дейді. Киімдерін жинап жатқан кезде тағы да шығады ана. Дүң дейді да, тура киім жинап жатқан үстінен келеді да, даң деп секіреді ғой. Еба, анау киімдерді қалай болса солай салады да, сыртына шығып кеткен күйінше рюкзагын ұстайды да. Ешқандай 50 000 теңге жоқ. Ана кісіге звондайды, телефонын алмайды, сообщение жазады, ответ жоқ. В общем, жоқ просто. Абонент недоступен. Жоқ болып кетеді, кетіп қалады короче ана кісі. Сонда
шығып кетті ғой. жаңағы андай дің дауыстан мен жаман қорқамын ғой, именно сол звуктан ше. ана грубый ғой ше, ду деп секірген үстіне күліп тұрып кәдімгідей. Сол кезде анау киімдерін қалай болса солай салғанда шығып кетіп қалған. Сондағысы дейді, шығып бара жатқан кезде жаңағы кісі алдынан шығып қалған ғой, қазақ кісі ше. Сен одан қорықпа деп ше. Сен тұра бер, олар саған тиіспейді. Сөйтсе қалай тиіспейді, тура үстімнен келіп дүңкілдетіп тұр ғой деген ғой. Сонымен жаңағы кісі енді түсінемін, анау деп ұстап қалғысы келген ғой. Сөйтсе ол кісі өзі де тура сол подъезде жалғыз тұрады екен. Қасымда біреу болсыншы деген ғой. Өтініш деген ғой. Біреу болсыншы деген ғой қасымда. Бір өзі тұра ма? Сондай звук есті. Кейіннен, короче, мен айтқан далаға шығып бара жатқан кезде тоқташы, мен саған бірдеңе айтайыншы деген ғой. Бала шағасы бар ма жаңағы? Бір өзі тұра ма сонда? Бір өзі тұрады. Туысқан қасында ешкім жоқ, бір өзі тұрады. Апа. Сонымен жаңа қызға айтқан ғой, мен саған толықтай бұл оқиғасын түсіндірейін деп ше, бұл жердің оқиғасын. Мен білмеймін, бұл именно бұл квартирада не болған, кім өлген, кімнің жаны қалып кеткен білмеймін, мүмкін шәріптілердің жаны шығар, білмеймін деген ғой. Шәріптілер ма, әлде адамдардың рухтары қалып кеткен ба? Бұл жерде саған дейін бір жігіт келіп тұрған деген. Бір жігіт келіп тұрған, сол кезде ол тура сен сияқты киімін жинап, қалай болса солай үйден шығып кетіп қалған деген. Мен өз көзіммен көрдім. Тура мен сенімен қазір қалай сөйлесіп тұрмын, мен де онымен солай сөйлескем деп айтқан. Оның айтқаны маған былай деп айтқан ғой, жігітше ана кемпір кісіге. Апа деген да, мен түнде ұйықтап аттым деген. Ұйықтап атып, сондай звуктар естимін, иә, жаңағыдай дүңкілдеген дауыстар естіледі, анау естіледі, мынау естіледі. Сол уақытта ұйықтап жатып, сол түні ұйықтап жатып, біреу келіп оятады мені дейді. Кәдімгідей бүйтіп келеді да, бүйтіп түртеді ғой. Солай оятып отыр мен біреу. Шұңқып. Иә. Қайта бүйтіп түртеді. Қояды, қайта бүйтіп түртеді. Мен ұйқылы-ояумын апа дейді да. Сонда бүйтіп қарасам дейді, кішкентай бала мені оятып тұр. Түрі аппақ дейді. Көке, тұрыңыз. Көке, тұрыңыз деп бүйтіп алған. Көке, тұрыңыз деп тұрған. Анау сол жерде фук, уже сразу свет жаққан, ешкім жоқ, киімдер жинаған шығып кетіп қалған ғой. Басында дүңкілдеген, ол бармаған жаңында, неғып шулап отырсыңдар, мынау әйел сияқты ше. Бұл хотя барып көріп тұр ғой, доказательство прям ешкім жоқ. Үйде, квартирада ешкім тұрмайды қарасын. Сөйтіп айтқан ғана қызға, сосын айтқан ғой, бармаған жерім осы болсын. Келмеймін мен мына жерге деген ғой. Ана орыс кісіге сәлем айтыңыз, ақшасын да төлемеймін деген ғой. Сосын айтқан ғой, білем, төлемей ақ қой, өйткені бұл жерде көбісі келеді, бір күнге де шыдамайды да, бір күн өзіне шыдаса мақұл, сен хотя бір 4-5 күнге шыдапсың деген ғой. Сөйтіп естіген ғой сондай звуктарды. Анау хотя хорошо, что кеп түнде оятпаған ана кісіні ешкім. Анау ұлды оятқан ғой, кеп тұрыңыз деп. Анау өзі орыс үлкен кісі ма, кемпір? Квартираны берген ба? Жоқ. Жаңа 4-ші этажда тұратын. Жоқ, орыс емес, қазақ кісі. Қазақ кісі, қазақ кісі, үлкен кемпір. Бір өзі тұрады. Ол уже талайын көріп тастаған шығар. Конечно, даже ананың өзін ұстап тұрып әңгіме айтып тұрған кісі. Осындай болған деп ескертіп. Сондағысы айтқан ғой, мен сені ұстап қалғым келген себебім, мен де соңғы кездері жасым келген сайын қорқып жүрмін деген, маған зиян тиіп кете ма деп, сол үшін сен қалғаныңды қалап жүрмін. Если қаласаң, менімен бірге тұрсаң болады деген. Ой, шеше, бетімен аулақ, керегіміз апа деген. Рахмет, аман болыңыз. Болмаса, мен сізге көмектесейін, тоже заттарыңызды жинап, менімен бірге басқа жерге бірге барып тұрсаңыз болады деген. Сөйтсе айтқан ғой, жоқ, мен бұл жерге үйреніп қалдым. Бұл жердің де районын жаттап алдым, автобусымда жаттап алдым, осы жерде тұра беремін. Тек сен қалғанын қалап тұрмын деген. Жоқ, апа, ренжімеңіз, маған ондай квартира керек емес. Көңіліңіз қалдырсам ренжімеңіз деп сөйткен. 3 жыл медреседе оқығанмын да мен ше. Негізі 5 жыл оқу керек та ояқта ше. 5-ші жыл уже Түркияға барып оқисың, короче. Ол где-то бір 2009 жылдары. 2009 жылдары 9-шы класста мен 9-шы класты бітіріп, сразу медресеге түсем. И бірінші курспын, осы Алматыға түсем еще. Алматы Борылтай дейтін жерде бір медресе бар, 2 этажда. Ол жер бұрын, короче, не болған. Новыйдан салынғанда, и ортасында склад қой, короче, дәу. Ол жер церковь болған дейді, біреуі андай клуб болған дейді, короче. Еще Борылтайда да көбінесе андай ішіп-шегіп алғандар көп жүреді.
көбінесе ше. 2009-да бірінші курсқа түсіп келдім. Сөйтіп бірінші курста оқып жатқан кезде төртінші курстар, короче, жын сүресін бірнеше мәрте ұмытқан. Жын сүресін. Иә. Оны көп оқуға болмайды емес пе? Иә, сол Құран енді мен бірінші курспын, ол кезде сол кезде еститін тұғым. Айтып бердім тұғын ше, короче, жын сүресін бірнеше мәрте оқысаң, значит 30-30-дан көп жоғары мәрте оқысаң жынды басқаруға болады дейтін ше. Мәссаған. Соны естіп алған ғой бұлар төртінші курстар, ұстаздардан ше, короче. Аха. И бұлар тұрады түнгі 2:30-да капельшина. Сол уақытта тұрады, ұстаздар бәрі ұйықтап жатыр, білмейді, ұстаздар айтпайды. Сөйтіп мешітке, медресенің ішінде сол мешіт қой, сол мешітке кіреді да, төртеуі андай стойка бар ғой, Құран қоятын ше, отырып оқитын ше. Соны 4 бала болып кіреді да, есіктерін құлыптап алады мешіттің. Бүкіл терезе жабық, бүкіл не бәрі жабық тұр, короче. Мешіттің ішінде. Мешіттің ішінде. Кәдімгі мешіт емес, көрермендер, медресенің 2 этаж, соның ішінде мешіт бар. Иә. Мешіт бөлме ғой дейші. Намаз оқитын жер, короче. Сол намаз оқитын жерде мынандай Құран қоятынмен төртеу бір-біріне қарап Құран жын сүресін оқып отыр, короче. 40 мәрте оқу керек. Біріне енді точно айта алмаймын қанша мәрте екенін. Көп оқу керек, короче. Примерно бір 30-40-тай оқу керек. И бәрі каждыйынан бөліп алған ғой, мысалы 1, 2, 3, 4 ана бір жын сүресін оқыса, 1-ге саналады, анау 2-ге саналады, анау 3-ге саналады, 4-ге саналады. Значит 4 деп сөйтіп есептеп отыр да, короче. И оқып примерно бір 20-ға жақындаған кезде құлып тұрған есік тарс ашылады да, есік ана не пластик қой, тарс ашылады ғой, короче, екі жақ ше. Аналар көттері дірілдеп атып тұрып кетіп қалады, короче. Садақаллаху лазим дейді да, Құран жауып кетіп қалады, ары қарай шыдамайды тоқтары, короче. Сол уақытқа келген кезде уже ше. И мен бірінші курста бұны естіп алғанмын ғой. Мен бірінші курсты бітіремін да, екінші курста уже басқа медресеге көшеміз. Бөледі, короче. И Алатау дейтін медресе бар там бұрын. Сояққа көшеміз, сояққа көшкеннен кейін мен сол историяны естідік қой енді. Менің қасымда группаластарым бар ғой, бірге оқып жүрген. 3 бала болып, сол жаңағыдай намаз оқитын жерге оқимыз. Біз көрейікші, шын ба, рас па деген сияқты. Өзіңді оқыдың ше? Иә, мен өзімді оқыдым жын сүресін. Сөйтіп үшеуміз жын сүресін оқып отырып, примерно бір 5-10-ға уже звуктар шыға бастайды. Ше, паровойыннан звуктан ше, короче, деп ше. Паровойында осы шығады, звук шығады, короче. И біз мән берген жоқпыз, оған қарамай оқи бердік, өйткені біз оқудың алдында не істедік та, короче. Ешқандай звукқа ішінде мән бермейміз, тек оқимыз, түсініп пе? Болды. Дұққа той болдыңдар. Иә, сөйтіп алып до конца оқып отырып, примерно бір 15, 20, бір 18-ге келген кезде мешітте біреу жүгіріп жүр ғой, короче. Ё-моё. Мешітте тік. Біз қарамауымыз керекпіз. Негізі оқыған кезде оған қарамау керек. Тек оқу беру керек. 40-қа дейін бітіру керек та, короче. Қорқсаң да ма даже? Иә. Қорқсаң да. Примерно 40-қа сондай, мен примерно айтып жатырмын. Сөйтіп мешітте жүгіріп жүр, короче. Түк. Анау звук страшный жүгіріп жүр енді. Үлкен салмақпен басып жатыр, короче. Дүңкілдеп жүр ғой, короче. Дүңкілдеп, өте страшно дүңкілдеп жүр, анау қорқынышты ше. Содан кейін мынандай звуктан қорқамын ше мен ше. И сөйтіп жүрді, примерно бір 20-ға жақындаған кезде уже жаңағыдай нәрселер басталды уже. Көз алдыңа көрінетін ше, андай тұрған зат уже қозғалатын. Бағана звукпен келді ғой. Иә. Енді сол уақытта енді бүйтіп отражениемен көресің, ана жағынан не болып жатқан ше. Бізді қарамыз келіп жатыр ғой. И тұрады да, мына жерден жаңағы пластик терезе тарс ашылады. Мешіттің есігі құлып тұр ғой негізі. Тарс ашылады. О, дедік қой, бірімізге қарадық қой бүйтіп. Келдік та енді, оқып болдық та енді. Бір 20-ға бітірдік та 20-шы. Деп бірімізге қарадық, садақаллаху лазим деп. Құран бетін жауып кетіп қалдық. Содан кейін, короче, түнде 2-де ма дәрет алуға шығам ғой енді. Бәрі ұйықтап жатыр. И туалетке кірем, туалет енді көп бізде туалет өткен балдар ғой, оқиды ғой. Ол кезде андай не емес та қазіргідей бүйтіп созып кеп дәрет алмайды да ана жерінше. Бақыраш тұрады. Бақыраш сендерде не дейді? Бақыраш дей ма? Құмған. Бақыраш, құмған, тағы не дейтін еді анда бүйтіп ұстап туалетте тұратын.
түнгі 2:30-да тұрып дәрет алуға бүйтіп үнемі енді туалеттің светі жанып тұрады бізде. Кіріп жатқан кезде бүкіл туалеттің бақырғыштарынан дауыстар бүйтіп шығады. Бүкіл туалетте. Ана жерде туалет бізде так нешеу бар? 10 туалет бар. Бәрінен шығып жатыр ма? Бәрінен. Тарс. Не пластиковый кружканы болмаса жерге бүйтіп несі ұрасың ғой? Дәл сондай звук. Бүкіл туалет. Ана жерде мен туалетке шыққым келіп жатыр ғой. Ойлашы. Амал жоқ, сол жаққа кірдім да, резко душ бар емес па? Душ бар ғой. Душқа дәретін іздедім да, резко дәрет алдым да, резко кіріп барып жатып қалдым. Сол ана жын сүресінен кейін болып тұрған. Иә, содан кейін қойып тұрған. Одан кейін сенде ештеңе болған жоқ па? Ештеңе болған жоқ. Одан кейін мен сразу кешірім сұрап Алладан Енді оқымайын деп па? тәубеме келіп сөйттім әйтпесе. Анаған натуре иман керек екен. Ана өткені кезінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің сахабасымен сен осы жерде күте тұр, есікті ашпа, кірме деп бір бөлмеге кірген ғой, есігін жапқан ғой. Сөйтіп сахабасы күтіп тұрған ғой, түн пайғамбарымыз ана жақта бір істеп жатады. Сөйтіп сахаба тыңдамай есікті зәл ашып сығылаған кезде жынның аяғын көріп талып қалған ғой жаңағы пайғамбар сахаба ше. Енді ойлан енді сен. Сахаба, пайғамбарымыз қасында жүрген сахабаның өзі жынның аяғын көріп талып қалып жатса, бізді ойлай беріп, біз көрсек не істейтініміз. Өліп қалатын сияқтымыз ше, как будто сол жерде. Иә. Бірақ ол бізден қорқады, соны түсініңіздер. Любой звук, туалетке кіретін кезде деп кіріңдер, короче. Звуктан ше, ескертесің. Енді бізге көрінбейді ғой енді олар. Любой нәрсе жерге, мысалы үйге кіретін кезде де жаңа айтады ғой, бисмиллахыңды айтып кір, оң аяқпен сол аяқпен шық деген өзін сондай тематикаларды сақтап айтып жүрсеңіздер өте жақсы болады. Ешқандай нәрсе жоламайды. Аллам. Мен сол шыны керек, мысалы Google-ға да жаздым ше, YouTube-қа да жаздым, жын сүресі десем шықпайды шерден. Шықпайды. Оны әтей бүйтіп жасырып қоямын сонда. Жоқ. Мысалы даже YouTube-қа жазсам да жын сүресі туралы десем, вообще жындар туралы, жын әлемі деп сөйтіп сондай подкасттар шығып кетеді. Оны барынша не істемеу керек, оқымау керек ол нәрсе. Негізі жын сүресін оқу керек қой енді, оқисың по-любому. Но бірнеше мәрте андай ниетпен оқымау керек та, мен жынды басқарам деген сияқты. Жынды оны басқарбасаң, любой затыңды алып келеді, но қыздан басқа. Түсінесің ба? Значит, адамды алып келе алмайды ол. Байлықты алып келіп береді. Бірақ любой нәрсені алып келіп береді. Сен ана аяқтан ол мынандай ақша, мынандай күнә. Ол күнә. Оны басқару күнә. Иә. Оны Аллах тағаладан ешкім басқармайды. Бізген өткені не үшін бөліп қойды Алла тағала айтты ғой. Жын мен адамдар бірге жараттым, бірақ бір-біріне никак зиян тимеу керек. Ертең ол мысалы адамға жын кіріп кетті дейді ғой. Ертең ол жын да өзінің несін алады ғой, спросын. Неге адамның өмірін құрттың деген сияқты. Бір-біріне араластырмау керек сол үшін. Сол үшін әркім өз жерінде. Сол үшін барынша Алла тағала айтқан пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жеткізген несін оқып жүру керек та енді. Тура осыған ұқсас, бірақ ол жын сүресіне қатысы жоқ, бірақ жындарға қатысы бар. Жын ба, рух па, адамдардың рухтары ма, ол белгісіз. Осы Ташкентскийдің бойындағы ма, Рысқұлованың бойында Зета деген магазин бар. Мебельный, білесің ғой, Зета. Өңшең дешевый мебельдер сатады, диван, стол, любой затта боласың, ішінен декор болсын. Тоже бір жақын досым баяндап берген бұл оқиғаны. Сол жерде жұмыс істеген олар. Кәдімгідей жұмыс істеген. Сөйтіп олар сменмен жұмыс істейді ғой енді. Біреуі таңғы сменға келеді, біреуі түнгі сменға қалады деген сияқты. Охранник бар ішінде анау-мынау. Сонымен жаңағыдай түнгі сменға келеді, досым Зетаға келеді да. Сөйтіп мынандай ғой, Зетаға кірсең, мен кіріп көргем ол Зетаға ше негізі. Кәдімгідей кіріп көргем ішіне. Андай компьютерный креслолар болсын, кухонный столдар болсын, столиктар болсын, іліп тастайды екен бүйтіп. Киімдер құсат бүйтіп іліп тастайды бірінің үстіне бірінші. Не бүйтіп тұрып, дивандарға шейін іліп тастайды екен. Сондай жерде. Стенаға.
жо стена специально өзінің стойкалары бар бүйтіп тастайды короче. Сонымен кіріп көргем ішіне кәдімгідей сұрағам қай не болды бұның қай жерде болды көрсетші деп ше қызық болды өйткені ол жердің оқиғасы мынандай екен да сол Зетаның орнында бұрында баня болған екен. Баня сауна болған. Сол жерде бір топ қыздар баняның ішінде жарылып, баня жарылғанда ішінде ыстықтан соның ішінде жанып өліп қалған. Жанып қайтыс болып кеткен соның ішінде. Өртеніп кеткен тірідей. Ал өртенген адамдардың ислам діні бойынша жаңағыдай жаназасы шығарылмайды, Құран оқытылмайды, көміледі просто. Өртенген адамдардікі ше. Сонымен суицид жасағандар да тоже сондай иә суицид жасағандардың да тоже шығармайды, жаназасын шығармайды. Сонымен жаңағы сол жарылған баняның орнын сносқа жібергеннен кейін орнына Зета магазин салған короче. Сондай мебельный Зета салғанда соның үстіне салып тастаған ғой короче. Ал ол өртенген әйелдердің күлі бар ана жерде, сүйегінен қалған күлі бар деген сияқты ғой қарасаң. Соның үстіне бастырып салып тастаған. Сонымен маған айтады ғой жаңа жақыным мына жерде жұмыс істеп жүргенде всегда біз дауыстар естиміз дейді, шыңғырған әйелдің дауыстарын естиміз. Қиналып жатқан, ыңыранып жатқан дейді. Туалеттің ішінен шығады дейді. Біз отырған жер кәдімгідей, мысалы Зетаға кірсең, сол Зетаға іші үлкен, еще андай бүйтіп тура барахолкадегі сияқты бүйтіп жүресің ішінде бүйтіп зигзаг сияқты жүретін жерлер. И оның ең соңғы тупикқа апарады. Қайтадан бүйтіп келесің короче. Батарейка сияқты ғой, түсіндің ба? Змейка сияқты ғой, сөйтіп сол түбі жақтан шығады дейді, потолоктан шығады дейді, в общем. Сонымен бір күні түнде ғой? Түнде, только түнде. Күндіз вообще ештеңе болмайды. Сөйтіп бір күні жаңадан сол жерге офисына, сол Зетаның өзіне жаңадан нелер кірген работниктар түнгі сменға біз келдік деп. Сөйтіп 3 адам болып істеген. Что бір адам не істейді, ол ұйықтап қалса екіншісі бар деген сияқты. 3 адам болып жүреді ішінде. Сөйтіп бір кезде не істеген ғой? Звуктар естіген ғой, жаңағы новичоктар ғой, анау үйреніп қалған уже ондайға. Ана ыңыранған, шыңғырған, сондай звуктарды естіп қалған ғой аналар. Қатты қорқып кеткен да. Сөйтіп ана баланың жанына барып тығылып алған, не болып жатыр мынаның ішінде маған айтшы деген. Все, немене болды? Успокойтесь, бәрі нормально, бұл жерде осындай болған деп оқиғасын анау енді сен аңқау ғой, баяндап бере салған ғой. Баня болған, банясы өртеніп өлген, оның үстіне маған салып тастаған деген ғой. Мен қаяққа жұмысқа кірдім деген ғой аналар. Сөйткенде ютубты ашқанда Бақара сүресін бақырып тастаған, қойып қойған. Ал анау басталды дейді оның ішінде. Тұрған диван жалп ете қалды дейді. Шашылып кеткен ана жерде диван. Өшір деген ғой. Жоқ деген. Аналар қиналу керек, аналар андай ғой, типа жатып қалған. Оларды қинау керек деп ше жаңағыдай. Шынсың ба, бір адамның рухтары ғой, неменеге қинап жатсың деген. Бұл адамның рухы болса, бұндай сүреге не үшін қиналады бұлар? Ләззаттанбай ма деп сөйткен ғой. Бұлар жындар, анау мынау деп ше сөйткен. Столиктер құлаған. Дірс. Жүгірген ішінде біреулер шыңғырған, еркектердің дауысы шыққан, деп ше. Сонымен өшірген бір кезде Бақара сүресін сұрап тұр, өшірші, пожалуйста. Өшірген, сол кезде тып-тыныш болып қалған, короче. Тып-тыныш болып қалған. Бір уақытта жаңағы үшеуі жүрген ғой. Үшеуі де жігіттер ғой, короче. Сөйтіп біреуі әжетханаға қысылғанда жігіттер әжетханаға барып білейікші деген. Бірге ше, мен өзім қорқып тұрмын. Әжетхана подвалға кіреді. Сөйтіп әжетханаға кіріп кеткен ғой, жүр артыңнан кіреміз дегенде анан кіргізгенде өздері прикол ұстап сыртынан жауып тастаған ғой әжетхана сыртынан. Светін өшіріп тастаған ғой сөйтіп сыртынан. Анандай случайдан кейін өшіріп тастаған ғой солай. Сөйтіп тақап ұстап тұрған ғой бүйтіп. Қорықпа, бәрі дұрыс, барсай деп анау тоқылдатқан ғой, ашындар, жынсыңдар ма, қорқып жатырмын деген. Ашындаршы өтініш деп жылаған бір кезде еңіреп. Сендерге бүйте, мен қазір звондаймын, милиция шақырам, бүйтендер, короче, ашындар есікті деген. Сөйткенде аналар, қорықпасайшы, неден қорқасың, біз қасыңда тұрып қой, кір деп күлген, короче. Сол кезде анау тұрғанда, тып-тыныш болып қалғанда, тез тоқылдатқан ғой бүйтіп. Осылайша, аш есікті, ойбай, аш, мен мерді біреуді көріп тұрмын деген. Туалеттен. Туалет тасқараң. Короче, біреу тұр дейді. Біреу тұр, ойбай, есікті ашыңдар, біреу тұр дейді, короче. Сосын аналар, кім тұр, неден қорқып жатсың деген. Сөйткенде, аш есік деген, ашса анау талып жатыр дейді. Талып қалған анау бала.
ана жерде. Содан қорқып кеткен ғой енді. Қорқып кеткенде ойбай деп туалеттің светін жаққан, бүйтіп оятқан, короче. Сөйтсе анау бүйтіп оянғанда ұйқысынан бүйтіп тұрған, өйстіп отырған. Сөйтіп аналарға бүйтіп қараған. Андай жоқ дейді, реакция. Неғып есікті ашпайсыңдар деп. Просто бүйтіп қараған, екеуіне бүйтіп қарағанда күлген, короче. Сөйткен аналар тұрғанда мынаны сүйреп шығар былай қарай деген. Сүйреп шығарған. Ана отыр, просто бүйтіп отыр, аяғынан сүйреп шығарған, короче. Аяғынан тартып ше, сөйткенде коридорға отырғызғанда Аятыл Курсиді қосып бүйтіп тақаған ғой. Сол кезде деген ғой бүйтіп. Бүйтіп ше алып таста деп сөйткен ғой. Аналар шошып кеткен ғой нерде. Мә бауырым ойнатпашы, өтініш енді олай істемейміз, ойнатпашы, біз де қорқып отырық деген. Сендер ма қорқып атқан деп күлген ғой ше. Мына баланы қорқытқан кезде деп өзіне көрсеткен ғой. Мына баланы қорқытқан кезде қаяқта болдыңдар деген ғой. Сөйткенде күлген. Сөйткенде өшір Аятыл Курси, өшір деген өшірген бір кезде. Бір уақытта жаңағылар өшіреді. Өшіреді, жаңа баланың жанына барады да өтініш дейді. Сен кімсің дейді ғой, өтініш айтшы бізге. Либо прикол ұстасаң, қазір таяқ жейсің деген. Ұрамыз қазір екеуміз деген. Ұрыңдар деген ғой. Шамаларың жете ма? Ұрыңдаршы деген. Жандағысы отырған, бүйтіп отырғанда, не қыртып отырсың деген. Бүйткен дым қолынан ұстаған ғой. Чо там деген ғой. Сен ұрасың ба или чо там деген. Қайсысың деген. Жабыласыңдар ма или деген. Шамаларың жете ма дегенде қолын сілкіген ғой. Сол кезде қолын былай шырып жүрген ғой. Просто биткеннің өзіне ше. Олар мықты болады ғой. 4 адамның өзі мысалы жын шығарып жатқан кезде басып тұрса, итеріп шырып жібере салады мысалы. Сөйткенде бүйтіп отырған. Короче, бүйтіп отыр бүйтіп. Истеп қуыршақ сияқты ше. Қайсыларың шамаларың келеді деген. Любойыңды айырып тастаймын деген. Қорқытсаңдаршы, тағы қорқытасыңдар ма деген. Аналар уже қорыққан ғой онадан. Сөйткенде болды бауырым ренжімеші бізге деп жаңағыдай қолтығынан демеп орнынан тұрғызып, сөйткен кезде анау итап тұрғанда деп талқылаған қайттан, короче. Демі шығып кеткен. Сөйткенде қайттан бүйтіп өзіне келгенде қаяқтан деп уже өзіне келген кезде аналар шапалақпен ұрып келтірген ғой өзіне болды деп. Не болды маған? Не болды? Не үшін мені ұстап баратсыңдар деген сөйтіп ана подвалдан жоғары қарай көтеріп отырғызғанда айтқан ғой осындай болды. Сенбеймін деген. Мә деген ғой. Көресің ба деп видеосын қосқан ғой. Мынау сен ба деген ғой. Видеосы бар ғой ана жерде. Мә деген. Ананы көргенде айтқан ғой, болды мен жұмыстан шығам, ренжімеңдер жігіттер деген. Сөйткенде жаңағылар айтқан ғой, біздің косяк, короче. Сен бізге ренжіме. Ол нәрсе әлі де ішіңде отыруы мүмкін. Біздің косяк. Біз өзіміз барып, өзіміздің ақшамызға сені оқытамыз деген, короче. Сөйтіп молдаға апарып, мешітке апарып оқыттырып, жаңағыны шыңғыртып тұрып шығарған ішінен. Сол кезде жаңағы жігіттен сұрайды ғой, былай шыққаннан кейін не көрдің? Сол кезде туалетте маған айтшы деген. Сөйтсе айтқан ғой, сендер есік жаптыңдар деген да. Есік жапқанда мен телефоным сасқалақтап тұрып, спичкасын қосып, арт жаққа қаратып, туалетке қаратып тұрдым былай деген. Биткен ғой мін, спичканы жаққан. Ашындар деп. Ойлашы сен артыңнан қарай берсең, біреу тұрса, бір қарайсың, екі қарайсың, пустой да, үшінші қарағанда біреу тұрады ғой мысалы. Тура сондай болған ғой да. Ашындар дегенде бүйтіп қараған ешкім жоқ. Ашындар деген бүйтіп қарағанда мен саған айттым ғой, жаңа тып-тыныш болып қалды. Сөзі бүйтіп қарап тұрып қалған ғой. Тыр жалаңаш еркек, бойы ұзын, короче, шашы тоғырбас, бұрышта, короче, туалеттер кабинкалары тұр. Туалеттердің есігі бүйтіп ашық тұр да, біреуіңкі бүйтіп ашық тұр. Короче, кәдімгідей ашық тұр. Ең соңғы шеткісі. Соның ішінде, туалеттің ішінде теріс қарап тұрған ғой, былай жылап. Жылап тұр дейді. Ана солай қатып қалған. Сөйткенде деп ашқан кезде, короче, сол жерде талып қалдым деген. Түсінбей қалдым деген. Не болған түсінбедім. Қорыққанымнан талдым ба? Мен бұлай видеодағыдай не істегенде есімде жоқ. Только есімде бар. Сендер мен үстіге көтеріп, иығымнан демеп көтеріп баратқан кезде қолтығымнан демеп. Сол ғана есімде бар деген. Оға дейін мен не істедім, не қылдым, сөйлегенім ештеңе есімде жоқ деген. Ойлашы. Медреседе тоже сондай случай болды да, короче. Негізі төртке қарап жүгіруге болмайды да, короче, төрт кеше. Бір қасымызда бірге оқитын ғой, бірақ басқа неде оқиды, мектепте, типа сынып дейші. Біздің сыныпта емес, екінші сыныпта оқиды да. Сол түнде туалетке қатты шыққысы келген ғой, іші өтейін деп жатқан сияқты. Сөйтіп жүгіріп туалетке кіріп бүйтіп қол жуатын раковиналарда
мен туалетке кірген кезде бүйтіп раковинаға қарап қалған кезде жынды көрген ғой. Бүйтіп барып құлаған ғой, сразу ше. Талып қалған. Сразу талып қалған. Йоу. Әйел кісі дейді, тізесі бізде алда шығып тұрады ғой, оңға артқа шығып тұрды дейді. Ё-моё. И несі? Еба мынау реально камералардан бөлек өтіп кетті мынау маған. Йоу. Реально ма? Иә, жындардың аяқтары сондай ғой. Шашы бүйтіп ұшып тұр дейді да, короче ше. И айнаға қарап бүйтіп, айнаға қарап, анау жүгірген көргенде жында бүйтіп күліп қараған ғой анаған бүйтіп. Ана соны көргенде бүйтіп сразу құлаған ғой, короче, жүгіріп барады. Болып тұрады, тоқтама, болмайды. Енді свет жоқ туалетте. Свет бар ғой? Солай көрінген бойынша. Иә, свет. Сол үшін ғой андай туалетке жүгіруге болмайды. Туалетке тез жүгіріп бүйтіп резко отыра алмайды. Туалетке кіргеннен кейін дауысын шығарып асықпай кіру керек. Енді и ол бірінші курс қой, енді білмейді ғой. Ол бірден туалетке іші өткізгенде жүгірген ғой, короче. Ойбай, ішім деп жүгіріп барып бүйтіп просто бүйтіп бұрыла салған. Сол моментте құлаған ғой бірден. Сосын ол бала қайтадан тұрғызып есін жинастырып, бір Құран оқып жүріп есін жинастырып алды болды. Мә, құрметті көрермендер, білмеймін сіздер не болып жатсыздар, мен бачит болып жатыр, мен бірінші рет бар ғой, мен реально құдай ақы ең бірінші подкастым осылай әңгімеден қорқып отқан ше. Әкеші тақпашы радны. Мен бірінші рет осылай қорқып отырмын, мен подкаст никогда қорықпағам. Мен оны медреседе оқып жүргенде естідім. Қыздар медресесінде тек қана қыздар оқиды жақта. Онда еркек жоқ та жақта ше. Өйткені біз құрбан айт кезінде бар емес, мал сойып беруге бардыңыз, біз баратындығымыз сояққа ше. Бізде тек қана балдар ғой, ойлашы. Олдар медресесінің система, короче, азында таңнамаз отырасың, оқисың, кешке дейін, түнге дейін білім аласың. Түнде бір 10-11-лерде құптан біткеннен кейін барып тағы 1 сағат оқисың да ұйықтайсың ғой. Сөйтіп сондай да, короче, так 2 аптада үйге жібереді. 1 күнге еще телефон дейтін нәрсе жоқ. Мәссаған. Ойлашы, 2 апта, суббота, воскресенье демаламыз біз ше, демалғанда білімнен демаламыз да, и өзіміз жүреміз медресенің ішінде не істейміз келеді, соны істеп. И дәл сондай системамен қыздар медресесінде де бар да, короче, сол уақыттарда 2011 жылдары қыздар медресесінде анандай кезекшілік дейтін бар, короче, түнде 1 сағат сайын 2 адамнан кезекшілік деп отырады. Значит, 1-2 қыздың кезегі болды да, короче, түнгі 2:30-дарда сол обычный уақыт 2:30-3-терде. И барып оятады, тұрыңдар, 1 сағаттан отырып шығады, короче, әрқайсысы. 2 қыз тұрғызып оятады да, и барып кезекшілікке барып отырады. Кезекшілік, короче, мынандай стол ғана бар, адам күтіп алатын нелерде болады, зданияларда ше. Сондай стол бар, и орындық бар. И жанында сол қонақтар отыратын диваны бар да, короче. Ана 2 қыз сол неде отырады, столда. Ана екінші қыз ұйқылай отырады ғой, короче. Ұйқылай отырып, барып сол диванға барып жатады. И ана қыз, шай ішесің ба деп ана айтады. Я шай ішемін дейді. Сосын бір кухняға кетіп қалады ана қыз. И анау кім диванда жатқан қыз ұйықтап кетеді да, короче. И бір кезде оятады. Тұрса шай ішіп алсай деп ше, кел деп отыр деп ше. Анау бүйтіп ұйқылай барып жаңағы орындыққа отырып, шайын құйып беріп, бүйтіп как почти күшті қылып бүйтіп шай ішіп отқан кезде, именно сол уақыт шай ішіп отқан кезде қасығы түсіп кетеді, короче. Не түсіп кетеді? Қасығы. Қасығы түсіп кетеді, именно жаңа ұйқылай отырған қызға. Қыздың қасығы түсіп кетеді. И анау еңкейіп алса, жаңа қыздың аяғы жүн дейді да, бірінші ше. Жүн дейді, ине және 2 тұяғы көріп тұр дейді. Анау қыз бірінші курсын студенттер ғой, ондай нәрсе енді бай білініп тұрды ғой ше. Көріп тұрған ана қыз деп айқайлап жетіп шошқаннан ше. Анау сөйлейді, не болды деп ше жаңағы қыз. Бірақ дауысы өзгеріп кеткен ғой. Не болды деп ше, короче. Мгновенно, короче ше. Нарастание. Сразу не болды деген сияқты ше. Сондай сияқты өзгеріп кеткен ғой, короче. Не болды. Анау тұрады да қарамастан. Ұзын коридор ғой, короче. Ұстаздары, короче, былай ұзыннан жүргеннен кейін лестница бар, 2 этажды не ғой, короче, здание ғой. 2 этаж сөйтіп ұстаздарына баратқан кезде сол уақытта жаңағы шай құйып кеткен қыз бар емес па?
алдынан шығады ғой. Анау бүйтіп жүгіріп кеткен кезде артына қараған кезде ана қуып келе жатыр дейді да басында ше тоқылдап ше бүйтіп деп ана коридор қараңғы. иә коридор қараңғы, тек жаңа ненің отражениесі жаңа кіреберістің отражениесі ғана жанып тұр да. Анау қашқан ғой енді, қашып жатқан кезде ұстаз деп қашып жатқан ғой енді, артына қараған кезде анау бүйтіп деп қуып келе жатыр ғой короче, ана дауысымен ше қайсы жүгіріп келе жатыр короче ана Дық. иә. И сол уақытта жаңағы шайға кеттім деген қыз алдынан шыққан ғой. Енді шығып жатыр да асханадан бүйтіп посудасын ана бүйтіп көргенде талған ғой алдымнан қалай шықты деп ше. Резко ұстаздар шақырып оятқанда резко не істеп Құран оқытып есін жинап не істедің не көрдің, қыз саған ұқсайтын қыз келді қасыма деп ана айтқан ғой, түсіндірген ғой. Аяғы тұяқ артымнан қуды деп ше. Шоғыш оянған ғой сөйтіп. Бисмиллахын айтып, Құран оқытып, есін жинап, сөйтіп сәл не істеп, ондай нәрседен қорықпа деген ғой енді ұстаздар. Енді құрметті көрермендер, барынша тырысып жатырық, сіздердің былай енді қорққандарыңыз қалап жатқан жоқсыз, просто қызық. Сіздерге қызық біздің оқиғаларымыз, сіздерге біздің оқиғаларымыз қызық болғаннан кейін біз сіздерге сондай бір мощный жесткий оқиғаларымызды баяндап беріп жатырық. Самый мынау деген потолок бірінші топ-5 деген оқиғаларда всегда бүкіл подкастта бізде сондай. Бізде жай әшейін жайский историялар емес. Сол үшін каналға міндетті түрде қазір тіркеліп қойыңыздар, лайк басып қойыңыздар, комментарияны өлтіріп тұрып жазыңыздар, өздеріңіздің де оқиғаларыңызды жазыңыздар. Медреседе оқып сондай көрген кісілер болса да, балдар болса да, әлі де оқып жатқан, көріп жатқандар болса да жаза кетіңіздер комментарияға обязательно оқиғаларыңызды. Ішінен ұнағанын тауып келесі подкастта обязательно экранға былай шығаратын боламыз өздеріңіздің ат жөндеріңізбен. Бір мектепте бір жағдай болған. Бізде Шымкентте Қошқарата Бәйдібек ауылы бар. Қошқарата ауылы дейді бізде. Естідім Қошқарата. Иә, сол ауылда мектеп бар. Ескі мектеп. Қазір оның орнын, ол мектеп жабылды ма, новый мектеп ашылды ма, сондай болды. Қазір сондай. Жаңа мектеп, короче. Ол біздің кішкентай кезімізде ескі мектеп болады. Сол ескі мектеп моланың үстіне салынған мектеп болады. Сөйтіп, ол жерде енді охранниктер болады ғой. Охранниктер жүрген. Сөйтіп бір кісі, үлкен кісі ғой. Сол мектептің ішінде жүреді да. Өзінің бізге ауылға кәдімгідей тараған әңгіме. Ол кісі қазір тірі ме, тірі емес пе білмеймін. Ол кезде біз кішкентаймыз. Сөйтіп түнде охранник болып жүрген, өз ночнойсымен. Сөйтіп сол мектепте жүрген кезде спорт залдан дауыстар шыққан ғой. Дауыстар дегенде қалай? Жаңағындай топтардың дауысы шыққан, біреу жүгіріп ойнаған спорт залының ішінде. Андай білесің ба? Кроссовкаларын шиқылдаған дауыстар шығады ғой. Сондай дауыстар шыққан. Түсінбеген. Айқайлап кітте болар жүгіріп дауыстар. Ал спорт зал қараңғы, короче. Анау түсінбейді. Жаңағы охранник ше. Короче, біреу кіріп кетті ма, тығылып ойнап жүр ма деп ойлайды ғой. Сонымен барады спорт зал. Спорт залға барады. Сондағысы дейді, мен ұйықтап жатқан жоқ, мен түс көріп жатқан жоқ, өңім дейді. Спорт залға барсам, есігі дейді 10 есе дәу болып кеткен дейді. Есігі. Кәдімгі есік 10 есе дәу. Замыктың есігі сияқты болып кеткен. Биткен ғой. Потолок, мысалы, мынау потолок тұр ғой. Сол былайынан ұзарып кеткен. Есігі дәу. Соның ішінен шығып жатыр дейді. Ду деген топтардың дауысы. Анау бүйтіп қарап тұрып қалған ғой. Сосын есікті бүйтіп итерген. Мен айттым дейді ғой, ана кісі айтады да, мен ананы көргенде дейді, өзімді микроб сияқты сезініп қалдым дейді. Как будто ана есіктің жанында кішкентай солдатик ойыншықтар болады ғой, сол бүйтіп есікті ашып жатқан сияқты өзімді солай сезініп қалдым дейді. Сонда ананы көрген кезде адам негізі талып қалады ғой, ойбай дейді да. Ана кісі талмаған сабырлықпен барып ашқан ғой, сөйтіп ашса, ішінде баскетбольный мячиктар, футбольный мячиктар секіріп жүр дейді ғой. Қап-қараңғы ғой ананың іші деген. Фонарикпен ғана көріп тұр дейді. Қаяққа фонарик жағады, сояқтарда доптар жүреді, короче. И біреулер жүгіріп жүреді ішінде. Содан талған, уже соны көрген кезде. Былай қарай, діңк деп құлаған. Ал бір кісі, ол жерде, ол кісі жұмыстан шығып кетті, басқа кісі кірді ғой оның орнына. Ол кісі мектептің сыртынан көрген. Бір көбісі көрген екен да, не только охранник, азанда болады екен ол. Азан сағат 4-5-терде болады екен. Азанда шыққан сменді өткізуге ше. Сөйтіп азанда шыққанда темекі тартып алайын деп шығып,
мектептен алыс барғанда мектептің тура мына воротасынан шығып мектеп жаққа қараған ғой былай қараса мектептің тура төбесінде біреу тұр дейді короче тура шатырының ұшында біреу бүйтіп тұр дейді төмен қарап содан қорқып кеткенде темекісін лақтырғанда не істеп тұрсың деген түс бері қарай деген ғой сөйтсе бүйтіп тұрғанда құлаған ғой жерге барғанда дүтің деп түскен короче бір ұрылған көтеріліп тағы ұрылған ғой и анау жүгіріп баратқан кезде жоқ болып кеткен короче ойлашы сөйтіп ол фигня ол жарайды ғой ананы көрген кезде шок болып қалған ғой анау сөйтіп арт жаққа қарай тәлтіректеп үстіге қараса анау тағы да тұр дейді тағы да бүйтіп тұрғанда жерге қарай құлаған дүдүңк ете қалған жоқ болып кеткен қайтадан дүң құлайды жоқ болып кетеді ананы көрген адам не болады ол кісіні менің естуім бойынша ол кісі психиатрический больницаға не істеп кеткен барып кетіп қалған короче қатты уже психический давление алған ол деген пердесін ашып жүріп тұр ғой мүмкін бірақ менің естуімше суицид жасаған адамдар бар ғой ана олжас деген бала айтқан ең бірінші осы новый подкаст түсірдік қой біз ана кезде жаңа шығарылымды сол бірінші подкастта олжас деген бала айтқан жаңағындай өзіне қол жұмсаған адам ақыретке дейін солай қинала береді иә қайта өзіне қол жұмсала береді короче сол мүмкін соны көрді ма ол анау қайта теңселеді дың құлайды жоқ болып кетеді қайтадан дың құлайды жоқ болып кетеді ана охранник ол дәу есікті көрген еще оны ашқан кезде дәу мячиктар бүйтіп ұшып жүр дейді спорт залдың ішінде ол одан кеткен сол мектепті кейін бұзды оның орнына не салған білмеймін сол жаңа мектепті салды ма бірақ жаңа мектепті оның арғы жағына салған болатын менің көргенім бойынша ше ескі мектепті көрдім ол қирап жатты да былай стеналары қисайып ше арғы жағында басқа новый мектеп салынған П-образный ма Г-образный сондай жаңа жерге салынды сондай оқиға болған андай бір сәтте перден кітті бүйтіп ашылып жауып жіберсе алла тағаланың қалауымен ше өліп кетесің өзі бітті ғой сосын түсіңде 18+ болады ғой иә ол да тура сол негізі ол кәдімгі сол түсіңде сол көрген адаммен емес на самом деле жынмен жақындасып жатасың мен түсім нефтте болды ол оқиға ше мен болды бірінші рет өмірімде бірақ ше сондай түс көрдің ба иә жоқ ондай түс ол нефтте мо короче қандай болды короче мен көршінің үйінің дарбазасына кіріп жатамын да аяқ астынан соғыс бастап кетеді дарбазаны ашқанның ішінде иә соғыс бастап вертолет ұшып жүр короче вертолет бүйтіп мені көздеп атып мен бүйтіп қашып жүрмін да ана вертолет оқ тиеді да короче и құлайды анау құлағаннан анау енді ішінде біреу тірі қалады анау әдемі қыз ше еще қара торы киген иә соғыс ішіне жатқан жоқ соғыс жайнап кеткен білмеймін ана сол вертолеттен бірден түсе салып ей деп жатса бір кезде оянып кетсем астым суланып жатыр ғой деп океан болып жатсың да мен бір түс көрдім да енді түс демей ақ қояйын азан деп айта берейін азан жаңағындай білмеймін в общем қырылып қалғанбыз ғой бәріміз соғыс уже аяқталып кеткен тура соғыс сияқты мысалы қазір Палестинада қалай быт шыт болып жатыр тура сондай жерде мен оянамын ұйқымнан осознанный түс анау андай жай түс емес осознанный прям қазір қалай отырсың тура солай қимылдай аласың бірақ өзің түс екенін біліп тұрсың ба жоқ осознанно прям мен как будто өмірімде оянып тұрған сияқты болдым оянам кәдімгідей жерде тастар жатыр ғой тастарды ұстаймын сеземін кәдімгідей сезіп жатырмын бүйтіп телефонды сеземін өзімді шымшимын сеземін өзімді ұстаймын сеземін ал түсте сен бүйтіп өзіңді шымшай алмайсың ғой сен даже жүгіре алмайсың ғой бүйтіп жүгіресің ана жерде мен жүгіріп жүре беремін допустим да жан жағыма қараймын тура андай тура Марс қана Марстың атмосферасы Марста бәрі қоңыр ғой ана жерде тоже бұлт қоңыр бұлттар шаң прям қоңыр қара қоңыр ақшылтым қара қоңыр аспан жер полный қоңыр
бүкіл тіршілік қырылып қалған ана жерде. Қырылғанда қандай? Тірі жан жоқ демеймін, адамдар бар. Жәндік, жануар жоқ. Өсімдік, тамақ жоқ. Ештеңе жоқ. И бүкіл зданияның бәрі быт, в общем, қалай айтсам болады, бүкіл здание 5 этаждардың бәрі бірінші этаждан в общем, қирап қалған. Қаңырап тұр барлығы. Короче, тура Палестин сияқты. Бірақ атмосферасы өте ауыр болды ана жерде. Сосын бүйтіп тұрдым да жан-жағыма бүйтіп қарадым. Сөйтіп едім, барлығы бірінің артынан бірі нелер құсап, құмырсқалар құсап ше, құмырсқа бірінің артынан бір кете береді ғой. Тура солай жүктерін бүйтіп асылып алған, бәрінің үстінің бәрі жыртылып кеткен, бәрі бүйтіп бетінің бәрі күйе, бәрі бір жаққа қарай кетіп бара жатыр направлениемен. Сол тура жолдың жағасында оянамын. Сол жолмен бір жаққа кетіп бара жатыр. Анау еще андай ғой, как тебе сказать, бірінің артынан бірі кеткен соншалықты ұзын очерт сияқты кетіп бара жатыр. Тау асып прям былай. Сонымен бұл кісілер қаяқ кетіп бара жатыр, біз де сол жаққа кетуіміз керек деймін да жаңағыдай. Сөйтіп өзімнің отбасымды іздеймін. Менің отбасым қайда деп. Іздеймін, ешкім таппаймын, только мамамды ғана тауып аламын. Мен маманы таптым қай жерден? Бүйтіп тас тұр, бетонный стена тұр. Бетонный стена еще мынандай қосындай. Мына столмен мынандай расстоянияға дейін тұр. Соған бүйтіп бір бетон құлаған. Сол бетонның андай үшбұрыш бір не шығады андай. Сол бетонның екі ортасында жатыр екен менің мамам. Ұйықтап жатыр. Соны мамашкаға барамда, мама оянсаңшы, мыналар бір жаққа кетіп бара жатыр, кетейік деп, біз де кетейік деп едім. Мамашка бүйтіп оянды да, ішінен бүйтіп шықты да. Тынышталма бәрі деді. Мен айттым, тынышталды деді. Сөйтіп жүр кеттік деді да, сөйтіп жатқан кезде бүйтіп аспанға қарайтады. Бірдеңе мен бүйтіп аспанға қаратады кәдімгідей. Мен өзім қарамаймын, бірдеңе бүйтіп басымды қаратады аспанға осылай. Бүйтіп қараймын. Сол кезде білесің ба? Уа Аллахи, Құдай көріп тұр. Қара флаг. Мата, қара бархатный мата. Мен тура мынандай. Бархатный мата. Қалай айтсам болады, алтыннан жалатылған жазулар арабша. Алтыннан жазылған кәдімгідей. Арабша жазып тастаған былай. Сол аспанды былай айналады. Бүйтіп кәдімгідей. Енді мен ананы жеткізе алмаймын. Бір бүкіл планетаны жауып бара жатыр ана. Дәу қара мата бүйтіп желбіреп арабша жазулар жазылған. Прям енді анау золото екен көрінеді. И қап-қара мата бархатный бүйтіп желбіреп бара жатыр. Мен ананы бүйтіп көрем, бүйтіп көріп бара жатырмын. Анау менің үстімнен өтеді кәдімгідей. И мен оқыдым ананы, кәдімгідей оқыдым, бірақ мен қазір білмеймін не оқығанымды, не түсінген. Бірақ түсімде мен оқи алдым ананы. Бүйтіп оқыдым да, тұрдым да мамаға қарадым да, мама дәрет алу керек дедім. Не үшін деді? Мама ақыр заман келе жатыр, дәрет алу керек дедім. Қазір ақыр заман болады қазір. Уже болып жатыр дедім. Мамашка тұрды да, онда құмған ізде дейді, короче. Жаңағы нені ше. Құмған іздеп жүрмін ғой, короче. Құмған іздеп жүрмін. Анау флаг кетіп бара жатыр, әлі ше. И мен де андайда қазір мынау флаг жүріп өтеді. И ана неге үрлейді деймін ғой. Потому что іс-қимылыма қарағанда реально сондай нәрсе оқыдым. Бірінші очередь мен айттым, мама тұр, ақыр заман болады, дәрет алу керек. Жүгірдім, и құмған табам, су жоқ, короче. Су таппаймын еш жерден. Құрғап кеткен жердің бәрі. Жұт болып жатыр. Флагқа қарайым, флаг әлі золотистый, арабша жазулар кетіп жатыр. Өтеді, соңғы шығады ана флаг. Соңғы шыққан кезде, я Алла, бір өзің кешіре көрші дейді. Соңғы өтеді, сол кезде ақыр заман басталып келе жатады ол былай. Деп жатқанда оянып кетіпші. Сондағы ойлашы, тізерлеп кәдімгідей діңк етіп жерге құлаймын да, аспанға қараймын да, я Алла, бір өзің мені кешіре көрші. Біліп білмей істеген күнәларым болса кешіре көр, қабір азабынан және тозақ отынан сақтай көр. Бұл ақыр заманның отынан да, суынан да сақтай көрші, я Алла деймін. Сөйтіп отқанда деп бірдеңе келе атады ғой, о жақтан. Кеп қалғанда дүп оянып кетемін ғой. Терлеп кеткем ғой, мананың бәрі су ғой, полный. Барып душ қабылдап, полный киімді ауыстырдым осы. Көрпеге дейін ауыстырдым. Типа флаг. Күн батыстан шығып, типа сондай. Бұл енді құрметті көрермендер, өте бір ауыр подкаст болды, өздеріңіз көріп отырсыздар. Бір плотно қорыққан шығарсыздар бұл подкасттан да. Интросынан қарап-ақ қорқуға болады, ол негізі бұл подкастта да.
Енді бүгін бізде подкаст осы, историямыздың бәрін сіздерге айттық. Патолог историяларға дейін айтып бердік. Енді иншалла келесі подкаст тоже шығады. Келесі подкастқа да келетін қонағымыз бар. Құдайға шүкір. Күтейік, иә. Аптасына болмасын, 2 аптада бір рет шамамыз келгенше осылай монтаж жасап, осылай подкаст түсіріп енді шығарып тұратын боламыз. Оңай емес, мен айтып кетейінші сен душаңды. Оңай емес ше, шынымен ше. Сен енді қаншама история естіп тұрсың ғой, пайым, осы уақытқа дейін соның аурасынан шығу 1 апта, 2 апта керек. По-любому сен бір өзің жатқан кезде по-любому ол қорқыныштар басталады. Сол үшін оған да уақыт керек. 2 апта, 1 апта. Ана комментарияға жазады екен ше маған. Осы Асланның басынан өткен оқиғасы бітпей ма, қалай тірі жүр деп ше. Құрметті көрермендер, мен өлтіре салдыңыздар ма? Мен тірімін, Аллаға шүкір, мен денсаулығым жақсы, бәрі жақсы, нормально. Мен история бастамай тұра, сіздер өткізіп салмаңыздар, сіз басын тыңдаңыздар, бас жақтарын тыңдаңыздар міндетті түрде. Мен басында айтамын, бұл менің басымнан өтпеген, бұл менің жақынымның басынан өткен. Соңғы осы 4-5 подкастта мен өзімнің емес, жандай жақындарымның басынан өткен оқиғаларды көбінесе айтамын да. Өйткені мысалы жақындарыммен бір столда отырып қалсам, бір кездесу болып қалса, обязательно мен оларға айтамын, міне мен подкаст түсіремін, маған осындай оқиғалар керек, если болса, бір 10-15 минутыңды бөліп, маған бір оқиғаңды баяндап берсең деп сұраймын, ол баяндап береді. Сол оқиғаны мен миыма сақтап, өзім миымда сценарий жазып, сіздерге соны міндетті түрде жаңағыдай көркем тілде жеткіземін да. Вот сондай. Ал мен өзімнің басымнан өткен оқиға болса, мен оны сразу айтып тастаймын. Мысалы, жаңа туалетте болған, ол реально өзім басымнан өткен оқиға, иә. Өзі бір талып тұрдық енді, иә. Рахмет көп шақырғандарыңа, Алла разы болсын. Бірақ өзім қатты барып, осындай подкасттарды айтқым келіп жүрген тұғын, историяларымда әлі де бар. Егер комментария жазсын, Дако келсін десеңіздер, Дархан келсін десеңіздер. Ана комментарияға кавычканың ортасына Дако деп жазыңыздар. Үлкен әріптен капсылық. Дако, е? Дако деп жазып кетіңіздер. Дако деп жазыңдар, обязательно еще 5-6 история бар. Екінші шәсін түсіреміз, иншаллах. Дако 2. Рахмет. Жақсы, құрметті көрермендер, аманшылықта жолыққанша барлықтарыңызға саулық, денсаулық тілеймін. Әрине, бақытты болыңыздар. Дендеріңіз сау болсын, ешқашан ауырмаңыздар. 12 мүшелеріңіз сау болсын. Аллах тағала өмір жастарыңыз ұзақ қылсын. Бұндай сұмдық жайттарға Аллах тағалам сіздерді жолықтырмай қойсын. Лучше қалай бар, қалай өмір сүріп жүрсіздер, солай өмір сүріп жүріңіздер. Өмір сүре беріңіздер. Ондайға жолап, мен эксперимент жасаймын, мен оны көргім келеді, зерттегім келеді деп, ондай жаңағыдай жын сүрелерін оқып, бір өзің әсіресе ондайды оқып, мен пытаюсь, я буду пытаться деген әңгімеден аулақ болыңыздар. Мен көргім келеді деп те бір секта жасап та, бір жаңағыдай жерге бірдеңесіз ортасына отырып алып та қажет емес. Лучше қалай өмір сүріп жүрсіздер, солай өмірлеріңізді сүріп жүре беріңіздер. Аллах тағала егер өзі көрсетем десе көрсетеді, көрсетпеймін десе ештеңені сіздерге көрсетпейді. Бастысы бұл жерде айтылған әңгіменің барлығы шындық, сіздерге ешқандай бір өтірік әңгіме айтылып отқан жоқ. Бастысы бұл жерде енді бізді қолдап кетіңіздер, подписка жасаңыздар. Біздің каналды, оказывается, 90% адамдар, көретін адамдар ше, вообще подпискасыз көреді екен. Статистика бойынша 10%, 9% подпискамен көреді. Мен мойындаймын, мен басында 3 неңді, видеоңды подпискасы көрген тұғым. Потом 4-ші история уже іле бастады ғой мені бүкіл нелер ше, сосын подписать етіп алдым да. В общем, историяң қызық болып кетті да, именно сен күшті айтасың. Вот сол каналға да подписка жасауды ұмытпаңыздар. Бұл қанша минут сөйлеп бітірмей кеттік қой. Бітті. Бітпей жатыр, короче, айтқымыз келіп жатыр. Бітті. Фук, света шыққасы. Жақсы, сау болыңыздар. Керемет болды еме.